Жалпы бүгінгі біздің сабағымызда, дәл қазіргі сабақта не айтылады, соны жақсылап түсініп алыңыздар. Бүгінгі біздің мастер-классымызда табысты ниша таңдау техникасы. 2024 жылы қандай нишалар өтеді, қандай салалар, ниша дегеніміз сала, бағыт, сол біздің темамыз, сол қандай темалар өтеді, сол туралы әдемі түсіндіріп айтатын боламын. Ниша жоқ болған кісілер, саласы жоқ кісілер болатын болса, сол эфирдің ішінде қазір саласын таңдаймыз. Анда YouTube күшті, ойбай, анда мындай деп теориялық ақпаратты айта бермейміз. Тек қана ары қарай шамалы бір-екі рет таныстыруды айтамын да, ары қарай толық практика өтетін болады. Жаңағы нишамызды таңдаймыз. Нишамыздан кейін YouTube канал ашамыз. YouTube канал ашқаннан кейін бізде видеоны қалай рекомендацияға, рекке шығарамыз, дәл осы туралы айтатын боламыз. Және де настройка, одан кейінгі видеоның видео контент жасау техникаларымен бөлісетін боламыз. Және де монетизация, қосылу, нейросет және оны YouTube-та қалай қолданамыз. Мінекей осы тақырыптан қалып кетпеңіздер, эфирдің соңына дейін отыруға тырысыңыздар. Дәл осы ақпараттардың барлығы эфирдің соңына дейін отырсаңыздар, өте мол ақпараттар алатын боласыздар. Және де эфирдің соңына дейін отырған кісілерге менің құпия сыйлығым бар. Олай болса, чатқа да жазып отырыңыздар, мен эфирдің соңына дейін отырамын деп, мен қарап бір қуанып қойым, мәз болып қалайын. Мен чатты әрдайым оқып отырам, қарап отырам, мінекей кім кіріп жатыр, Жамиля, Майра деген кісілердің жақта жазып отырмын. Мен барлығын көріп отырмын. Сол үшін жаза беріңіздер. Жалпы маңызды, ең маңызды нәрсе, бұл эфирімде мен тегін ақпарат, нөлден бастап толық қалай мен каналды ашамын, жаңа ниша таңдаймын, қалай рекке шығу, барлығын осы 2 сағаттың ішінде барынша айтуға тырысамын, барынша айтамын, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын, толық түсіндіріп айтатын боламын. Және де эфирдің соңында менің курс сұрап жатқан кісілер бар, қаншама TikTok-тан да жазып жатыр, басқа жақтан да сұрап жатқан кісілер. Алдында бір кісі айтады маған, тегін сабағыңды қоя салшы, сен ары қарай маған курсты айта берші дейді да. Наоборот, сіз менің тегін сабағымды көріңіз дедім да, өйткені мені зерттеңіз, мен кіммін, мен кімнен оқып жатырмын, мен қандай, бұған сенуге бола ма, бұның білімі қандай деген сияқты. Мен толық зерттеу керек та, ары қарай курсты алатын кісілер. Сол эфирдің соңына дейін отыратын кісілерге өзіміздің YouTube-пен миллион атты курсымызға сатылымды ашатын боламыз. Түсінікті ғой, өйткені маған TikTok-тан да мінекей мына жақта қарасаңыз, қаншама сообщениелер, қаншама звоноктарға да келіп жатыр. Жалпы сіздермен таныстық, каналы бар кісілерде, каналы жоқ кісілерде, әртүрлі жастағы кісілерде бар екен. Енді мен өзімді де таныстырып кетейін. Сабақты бастамас бұрын мен бірінші өзімді таныстырып кетейін. Есімім Асылжан Қалменов, Қызылорда қаласы, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Қыраш деген кішкентай ғана бір ауылдан шыққан жігітпін. Бір Жаңақорған мен Түркістанның ортасында бір кішкентай ауыл бар. Сол ауылдан шығып, сол жақта өсіп, сол жақта мал бағып өстік, әйтеуір 11 сыныпқа дейін сол жақта оқыдым. Бітіргеннен кейін мен Қостанай қаласына оқуға түстім. Қостанай қаласында мал дәрігері деген мамандыққа түскен. Ойлаңызшы, мал дәрігері. Мал дәрігері енді мамандыққа бір қалағанымнан түскен жоқ, менде амал жоқ. Грант серпін деген шығып еді сол бір кездері 2015 жылдары. Сол серпінмен бардым. Мал дәрігері қалаған жоқпын. Не үшін қалаған жоқпын? Өйткені ауылдан өзім мал бағып шаршап кеткен адамда мен. Бізде андай малды андай ғой. Ауылға қоспайды да малды. Ауылға қосса хотя бір аптасына бір рет кезек келетін еді. Оны аптасына, ал бізде жеке болғаннан кейін күнде өзіміз мал бағамыз, күнде өзіміз әбден шаршап кеткен ғой. Төлдетеміз, өзіміз жаңағы ауру болса емдейміз деген сияқты. 3 ай демалыс болатын болса, болмай-ақ қойса екен деймін. Өйткені мен тауға жібереді, қойшауылға жібереді, шаршап кеткем. Соны шаршап жүріп ары қарай мал дәрігеріне түстім. Мал дәрігерін 5 жыл оқыдым еще. 5 жыл оқып бітіргеннен кейін Астана қаласында стройка жасадым, монолит кәдімгі арматура тоқып деген сияқты. 2021-ден бастап осы Алматы қаласына келіп, осы интернет темасында, бірақ енді мектеп кезден бастап өзім видео түсіруге құмартығым, самалы видео түсіріп, клип түсіріп, өзіміз жаңа қиялилауымыз ғой, сөйтіп видеоға түсіріп, соны интернетке салуға сондайға құмартығым. Енді 2021-ден бастап мен түсіндім, менің салам екенін, ары қарай маркетингтерді зерттеп, толыққанды осы жақсы өзіме жұмыс жасауым бастағаныма таза 2021-ден бастап бастадым. Осы 2021-ден бастап менің жалпы, яғни 3 жыл болды ғой енді, осы 3 жылдық тәжірибесі бар YouTube эксперті, YouTube продюсері, және де танымал жұлдыздардың YouTube продюсерімін. Қазір көрсетсем, кімдердің YouTube каналдарын жүргізем, кейбіреулерін көріп таңғалып та қалуыңыз мүмкін. 1000-нан астам өзімнің шәкірттерім бар, онлайнда үйретіп жатырмыз, офлайнда үйретіп жатырмыз. Және де YouTube-пен айына енді 4 миллиондық оборотымыз, және де күміс кнопканың иегерімін. Жалпы YouTube арқылы жеткен
жетістіктерім, табыстарымды сіздерге қазір көрсететін боламын барлығын. Мінекей мынау енді менің айына ең көп айналған оборотым болған 7 миллионға дейінгі. Негізі сол 4 миллионның ояқ-бояғы ар бетінде болады. Мынау енді ең көп айналған кез болған 7 миллионға дейін көтерілген кездер. Жақсы, нормально. Жалпы енді YouTube-ты бірінші өзімнің каналдарымнан бастай берейін. Өйткені мен қаншама енді YouTube продюсер болғаннан кейін эксперттердің, блогерлердің каналын жүргізіп жүрмін ғой. Енді мен өзім ең бірінші болып бастаған канал, мына канал тұғын Кахот деген канал. Бұл канал менің өзімнің балам сияқты болып өткен енді. Бұған әптен видео салып барынша енді ол жерде енді мобилография туралы бастаған тұғын басында. Видео түсіру, қалай монтаждаймыз, қалай түсіреміз, сол туралы салып бастадым. Ең алғашқы тапқан табысым 381 мың теңге болған. Бірақ енді қазіргі таңда 8 ай ма 9 ай болды енді примерно оған видео салмағаныма уақыт болып отқан жоқ енді. Қазір сабағым бар, басқа бар, жұрттардың каналдарын жүргіземін. Қазір қаншама 40-тың үстінде канал бар, олардың бәрін жүргізу керек, тоже уақыт жоқ та. Бірақ ол енді мен видео салсам да салмасам да айына $200-250 түсіп тұрады. 100 мың теңгенің ояқ-бояғында ақша түсіп тұра береді ол жақта. Мен салсам да салмасам да. Біреулер алдында маған сатшы деп қойды, оны зачем сатып, оны ай сайын маған 100 мың теңге келіп тұрғаннан кейін. Жалпы бұл енді өзімнің Кахот деген өзімнің негізгі каналым. Одан кейін мына кісілерді танитын кісілер бар шығар. Танитын кісілер болса чатқа жазыңыздар. Мына кісі кім? Бұлар кімдер? Көбінде қазіргі таңда өнер жағында, ән жағында, жайдарман жағында, кино жағында да барлық жағында жүрген сондай бір өнерлі жігіттер. Яғни бұлар Мехавая тобы. Бұлар енді менің ең алғашқы бастаған өзімнің каналым десем болатын шығар. Жұрттардың каналын жүргізу кезінде бірінші бастаған каналым. Осылардың каналын бастаған тұғым. Қолдарында тұрған күміс кнопка мінекей менің қолымда тұр қазір. Дәл осы Мехаваяның Мехавая 8 дроп 1 деген. Дәл осылардың каналдарын жүргізіп бастадым. Давайте бірге бастайық дедім 2021-де. Оларға ұсыныс тастадым. Олар да енді примерно мен сияқты біреуді іздеп жүрген шығар енді. Сол кезде YouTube деген сәл бүйтіп хит болып жатқан кездер ғой, жаймен. Сөйтіп бастадық. Ары қарай Қабдол үйленді, ары қарай Ақкөлек, Көккөлек деген әндер шықты. Бірден кәдімгідей көтеріп тастадық YouTube каналды. Бұл каналмен мен қандай нәтижелерге жеттім, қазір оны да көрсетем. Мінекей Мехаваядағы менің нәтижемді көрсетейін. 0-ден бастап 2 аптаның ішінде мен монетизацияға қосып, 2 аптада мен кәдімгі монетизацияға қосып, енді 2 апта дегенде де 2 апта емес, енді 2 күнде де 1 күнде де қосып тастауға болатын еді. Просто мен YouTube каналды ашқаннан кейін бұлар 2 аптадан кейін барып видео жіберді да маған, сосын барып салдым. Ал енді видео салатын уақытқа ғана мен ашқанда 1-2 күнде бірден енді 1000 подписчик жинау деген оңай ғой оларға. Одан кейін 2 айда монетизация арқылы мен 4,5 миллион теңге таптым, және де 6 айда 12 миллион теңге кейін тапқанбыз, және де күміс кнопка. Мінекей қолымда тұр, дәл осы күміс кнопка. Оған қатысты мен қазір оның аналитикалық есептерін де көрсете салайын сіздерге. Мінекей аналитикасын қараңыздар. Мінекей $8,900, мынау 6 айдағы монетизациядағы $27,000. $27,000 деген сол кезде 2021-де примерно сол 12 миллион теңге болған тұғын. Қазір енді доллар әртүрлі өзгере береді ғой. Сол кездегі бағамен 12 миллион теңге болған. Ең алғашқы тапқан табыстарымыз. Одан кейін енді мен жаңағы Мехаваяны жүргіздім. Ары қарай мен кеттім уже. Олардан әттен опыт жинап алдым. Болды, ары қарай мен жұмыстарды бастадым. Әркімге жазып бастадым. Әркімнің каналдарына жүргізіп бастап келдім. Оның ішінде енді мынандай каналдарды жүргіздім. Сіздер енді танидау деген кісілерді қостым. Әйтпесе қаншама эксперттер бар. Қуаныш Кеңес, Сағыз құрамасы жайдарманда оқитын білесіздер, ойнайтын. Есқара, жаңа қорғандық Есқара, Қимылда Батпақ деген сериалдар түсіреді қазіргі таңда. Солардың YouTube каналдарын жүргізем. Арсен мен Мереке жайдарманшы. Мына жақта тоже гинеколог бар, Балнұр Әлімсақ деген. Болған енді мен YouTube продюсер деген тек қана YouTube-на жауап беретін адам емес, мен TikTok-на да жауап бере берем, Instagram-на да жауап берем. Сол үшін бұл Балнұр Әлімсақты мен TikTok-ында да жақсы көтеріп тастағанбыз. 3 күннің ішінде 7000 подписчик жинап тастағанбыз. Ернар Айдармен жұмыс жасадым. Ернар Айдармен кәдімгідей администратор сияқты болып қасында жеке жұмыс істеп кеткен. Одан кейін Алмасхан Насыров шай қайнататын білетін шығарсыздар. Осымен де жұмыс жасадым. Бағлан Абдраимов жігіттер тобындағы. Бұл кісілердің де YouTube каналдарымен. Жандос Қаржаубай көзмоншағымды айтатын, бұны да білетін шығарсыздар. Құлан Мектепбергенді көбіне жастар танитын шығар. Бизнеске қатысты жігіттер, қыздар. Қуаныш Жонбайдың партнері десек те болатын шығар. Осы Құлан Мектепбергенмен де, және де Қанаймен де жұмыс жасадым. Егер де сізде де дәл осындай нәтижеге жеткіңіз келетін болса, YouTube-ты мақұл, хотя бы жаңағы Кахот каналым сияқты жұмыс жасағыңыз келсе, немесе жұрттардың каналын жүргізіп дәл осындай нәтижеге шыққыңыз келетін болса, давайте бір от жіберіңіздерші, бір көздеріңізден бір от көрейін. Мен қазір сәл қысылып отырмын, енді ренжімеңіздер. Может, сәл жатырқап отқан шығармын камераға. Сол үшін сіздер жазып отырыңыздар, барынша мен сәл ашылайын сіздердің
Жазғандарыңызды көріп сәл-сәл. Аха. Дауыс шықпай қалып жатыр дейді. Дауысым жақсы ма? Бәрі нормально тұр ма? Аха. Давайте чатқа жазыңыздар. Чатты мен қарап отырмын. Кімдер жазып отқанын бәрін көріп отырмын. Чат ашылды. Жалпы тек сөздің емес, істің адамы екенін дәлелдеу мақсатында табысымды да көрсеттім, проекттерімді де көрсеттім. Көрген шығарсыздар енді жалпы қандай жұмыстар жасағандарымды, қай уақыттан бастап келгенімді, Алматыға келген уақытымды айтып жатырмын, ауылдан шыққанымызды айтып жатырмыз. Неке мына жақта агон дегендер кетіп жатыр, жаймен де басталып жатыр. Жалпы менің миссиям арқылы шикізат жіберу деген сияқты. Ол бизнеспен кез келген адам жасай алмайды ғой. Ал мына YouTube деген дәл осы бизнестің ең тиімді, риск жоқ, ақша құртпайтын сондай өте тиімді жолы. Бұл жақта енді риск жоқ қой, енді сіздегі риск, оған бір сіздің товарыңыз, ол сіздің видеоңыз. Және де мына тілдің өзін осы экономиканың ішіне кіріссек болады. Біз қазақша тілді осы үкіметке айтқанда біз бәле дейміз да, мысалы, ойбай біз тілді неге құрметтемейді, тілді не қылмайды. Біз өзіміз неге, біз үкімет деген 1%, 99% халық, біз 99% қимылдап жұмыс жасайтын болса, біздің тіліміз әлде қайда көтеріліп кететін еді. Мысалы, YouTube-қа кірсең, американский тіл контент, орысша контент, біздің өзіміз басымызға сынып қалғанда, YouTube-қа кіріп, ноутбукқа бірдеңе орнататын болсам, как установить Windows деп орысша іздеймін. Уже біздің басымызға сынып қалған нәрсе ол. Сол үшін өзі өйткені ол YouTube-та біріншіден қазақша контент жоқ, бар болса да олар астың қорыңға түсіп кеткен, білім жоқ болғаннан кейін ғой оның бәрі. Сол үшін бізге қазақша контентті көбейту керек. Детский канал болсын, басқа болсын, сырт елдегілер біздің контенттерімізді көрсін. Сосын барып біздің тіліміз де өседі деген сөз. Көрдіңіздер ме? Сіздер YouTube-қа келіп ақша табам деген сөз емес ол. Бұл жақта қаншама жұмыстар бар. Үлкен жұмыс бұл. Бұл жақта еще документальный жұмыстар да бар. Бұл менің де миссиям, бұл сіздің де миссияңыз болу керек. Ал олай болса дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар бастайық. Ал, go! Жалпы ең бірінші YouTube-тың бір цифраларымен таныстырып кетейін, статистикалармен таныстырып кетейін. Жалпы әлемнің 31% адамы осы YouTube-ты қолданады екен, яғни 2,5 миллиард қолданушысы бар. Осы Amazon-дағылар айтады ғой, бізде 180 миллион қолданушы клиентіміз бар. Viber-стегілер айтады, бізде 60 миллион бір клиентіміз бар деп. Бұл жақта миллион емес, миллиард, 2,5 миллиард бізде клиент бар. Және де 100 мемлекеттің 80-нен астам тілінде қолданады. Бұл кең деген сөз, тамыры жайылып кеткен. Біреулер айтады, YouTube осы кейін банкрот болып қалмай ма дейді да. Қалай банкрот болады? Ол әлемдегі екінші орында тұрған үлкен компания ол. Тамырлап кеткен үлкен. Оның акциялары өсіп жатыр. Мына жақтан қаншама адамдар кіріп жатыр деген үлкен компания бұл. Және де 36 миллион канал бар. Мынаны жақсылап тыңдап алыңыздаршы, немесе жазып алыңыздар, скриндап алыңыздар болса. Мынау өте сіздерге мотивация беретін нәрсе. 36 миллион, қараңызшы, 36 миллион. 2,5 миллиард клиент. 36 миллионды мен былай есептеп көрейін сіздерге. 36 миллионның каждый бір адам деп есептеп көрейік. Бір адам болмайды ғой, енді 10 миллион адам болуы мүмкін. Каждыйның 5-6 каналы. Менің мысалы қаншама каналым бар. Олай емес, каждый бір адам деп есептейміз. Екіншіден 36 миллионның барлығы ақша тауып жатыр. Сөйтіп есептеп көрейік, сіздің де каналыңыз бар, мысалы, сіз дәл осы қарап отқан сіздің де каналыңыз бар, сіз де ақша тауып жатыр деп есептейміз, 36 миллионның ішінде сіз де барсыз. Соның бәрін қосып есептегеннің өзінде де 36 миллион деген 2,5 миллиардтың 1,5 ғана процент екен, ойлаңызшы, 1,5%. Әлем бойынша конкурент сонда 1,5, артығымен есептегеннің өзінде. Конкурент па ол 1,5% деген, конкурент емес қой, оны қарасаңызшы.
Әлем бойынша бұл. Американский YouTube канал болса да. Әлем бойынша сонда статистика сондай болып тұрса, Қазақстанда қандай екен сонда? Қазақстанда бір 0,0001-ге жете ма, жетпей ма? Санасаң санауға келеді да, мысалы, анау деп санай аласың. Бұл конкурент жоқ деген сөз, өте нашар статистика. Әлем бойынша да, Қазақстан бойынша да. Бізге енді ондай YouTube-қа кіріп, YouTube-қа жұмыс жасау үшін бізге жаңағыдай дүниенің нәрселері керек емес, бізге ақша керек емес, бір соншалықты бізде кететін ақшамыз ол жаңағы лампа алуымыз шығар, или мынандай бір петельчик алу, солар бізге енді шығын шығар, бізден кететін шығындарымыз. Но енді өзімді түсіріп, видеоға түсіремін дейтін болсаңыз, сол шығын болуы мүмкін, басқа шығын жоқ. Сіздің қолыңызда тек телефон болса и интернет болса жеткілікті. Интернет. Мен қазір телефонмен бәрі жұмысымды телефонмен істеймін. Мен видеомды осы телефонмен түсіре саламын, осылай болды. Немесе былай сәлем достар деп видеоға түсіремін, болды, соны жүктеп сала беремін. Соны монтаждап деген сияқты. Бәрін телефонмен істеймін. Монтажды да телефонмен істеймін. Өйткені мен мобилографиялық білімім өте жоғары деңгейде. Қаншама кісілермен мобилограф болып жұмыс істегенмін. Жалпы телефонмен монтаждап, телефонмен түсіріп істей беремін. Телефонды мен барлық жерге алып жүре аламын, значит, барлық жерде мен YouTube-пен жұмыс істеп кете беремін. Ал олай болса кеттік практика. Созбай қойық. YouTube жақсы, YouTube күшті деп соза бергенше, одан да сразу практика. Давайте жазайық, кімде қандай ниша, кімнің саласы қандай. Саласы бар адамдар жазыңыздар, салам бар, менгі осындай немесе бола ма, болмай ма деген сияқты. Жоқ кісілер болса, жоқ деп айтыңыздар. Нишасы жағада жоқ адамдарға қазір сала табамыз. Жалпы саласы бар адам кісілер, саласы бар болсын, жоқ болсын, мен қазір бір нені айтып кете салайын. Сосын ары қарай, соған қарай жұмыс жасасаңыздар өте күшті болады. Егер нишаңыз жоқ болып жатса, бар болса да примерно осыған қарай көріңіздер. Жалпы мына 3 жолын айтайын сіздерге. Осы 3 жолмен жүрсеңіз, сіз өзіңіздің салаңыз табасыз YouTube-та. Так, бірінші, өзіңіздің мамандығыңыз немесе эксперттілігіңіз. Ол қалай? Мысалы, мен мұғаліммін, дәрігерімін, таргетологпын, мобилографпын, урологпын, гинекологпын деген сияқты мен бір саланың маманымын. Кез келген бір саланың маманымын. Егер мен сол саланың маманы болатын болсам, мен YouTube-қа міндетті түрде кіруім керек. Мен оның YouTube-тың ақшасына бір қатты қызығып тұрған ешнәрсем жоқ. Мен ол жақтан келетін клиенттерге қызығамын. Ол жақтан консультация, урологпын ба, мен уролог болсам міндетті түрде кіруім керек YouTube-қа. Айттым ғой жаңағыда, ол жақтан қаншама клиенттер келеді, ол жақтан қаншама миллиондар, миллиардтар келеді. Ол ары қарай курсын сатады, ол ары қарай жаңағы Қытаймен бизнестер харгосын, консультациясын деген сияқты ұсына береді. Егер мысалы қалай айтсам болады, монетизациядан бөлек табыс табу жолы бар да бұл жерде. Монетизациядан бөлек жаңағыдай андай жолдары бар. Консультация, басқа. Егер сіздің соңында, видеоның соңында товар сататындай, услуга ұсынатындай мүмкіндік болатын болса, онда осы бағытта бастаңыздар бірінші кезекте. Уже бір адам тауып тастады өзінің темасын. Қазір уже бір адам тауып тастады. Екінші кезек әлі таппаған кісілер бар. Екіншісі, мына темаға жақын емес адамдар немесе істегісі келмейтін кісілер бар. Екінші хобби. Просто хобби. Қай салаға қызығасыз? Мен PUBG ойнаған ұнайды маған, мысалы дейін да. PUBG ойнағанды, мен қаншама шәкірттерім бар, Рысдәулет, тағы шәкірттерім, көрсетем, оның бәрін PUBG ойнаған бите отыр, сөйлейді ол ше. Давай бүйтсей, атсай деп. Соны экран записі қосып қояды да, бала шағаңыз мысалы Құдайдың құтты күні ойнайды ғой, бала шағаңызды істетіп қойсаңыз болады. Сіз мысалы әйел болсаңыз, Құдайдың құтты күні тамақ пісіресіз, оның өзі сіздің былай қарасаңыз хобби ғой, былай қарасаңыз. Соның бәрін видеоға түсіріп YouTube-қа сала берсеңіз, соның өзімен мақұл сіз настройканы білмесеңіз де сала беріңізші, хотя бы жаймен деп бір өзінің бір ережесі орындалғаннан кейін ары қарай сіз әлі бастай алмай жатсыз ғой, бастасаңызшы. Уже сіз ары қарай түсінесіз, монетизацияны қалай қосамын деген сұрақ болады, пайдалы болады. Ары қарай оны қалай рекомендацияға шығарамын, ақшамды қалай көбейтсем болады деген ары қарай сұрақ бола береді өзі. Сіз әлі бірінші баспалдақ баспай жатып, 10-шы баспалдақты сұрақты қоя алмайсыз да. Сол үшін бірінші баспалдақ просто так видео сала беріңіз. Өйткені менде болған мынандай практика кезінде бір кісі маған жазады да, 99 мың подписчигі болған ғой, 99 емес, 99 мың. Еще ананың видеосын көрсең, ауылда тұрады ана кісі. Түрін көрсетпейді енді, ауылда қойды, ешкі, атты сол видеоға түсіріп, мынандай деп видеоға түсіріп жүре береді, түрін көрсетпейді. 99 мың подписчигі болған ғой, ойласаңызшы. Просто настройкасын қарасам, настройка жоқ. Маған қалай күміс кнопка алсам болады дейді маған. Сосын 100 мың подписчик болған кезде жазыңыз деп едім, 110 мың подписчик алып келіп тұр ғой маған. 110 мың подписчиктен кейін күміс кнопкасын алып алды. Көрдіңіз бе? Зато қарапайым нәрселер, ауылдағы тіршілік наоборот қызық, ауылда тұратындардың, олардың өмірі вообще қызық, ауылдағы тіршілік. Қарапайым тіршілік, агроном болсын, басқа болсын, немесе эксперттік болсын. Жалпы кез келген сала кіре береді. Мына жерде енді біз бірінші және екінші жол. Жаңа хоббиден тауып аласыздар ғой, енді кітап оқу ұнай ма, басқа ұнай ма, билеген ұнай ма, ән ұнай ма деген сияқты оның
ішінде 5 каналды, мысалы 5 салаңыз болса, 5-еуін де алып бастап кетіңіз, пожалуйста. Может, мынау атуы мүмкін, мына 4-еу атпай қалуы мүмкін. Намен кете беріңіз, болды. Зачем өмірді қиындатып? Bir каналды алып кете бересіз. Жүрген каналды жүргізсеңіз. Может, сіз мына каналды жүргізгіңіз келеді, бірақ мына канал сізге жақын деген сияқты. Жалпы адамның өзі 34 салаға дейін қабілеті бар, сол үшін тем более қазақтар өзі біз басын көрсетіп ары алып кетемін деп айта береміз ғой, біздің мамандығымыз басқаша, жұмысымыз басқаша, кете береміз ғой. Сол үшін бізге вообще оңай, ол ойламай қойыңыздар. Сала таңдау деген өте оңай. Және де үшінші, егер бірінші, екінші жолдан адам табады, негізі таба алмай жатырмын дейтін болсаңыздар, онда үшінші жолды көріңіздер, трендтегі салаларды зерттейсіздер. ютубта қандай салалар атып жатыр, немесе маған қазір менде тегін чек-лист бар, ниша деген. Сол нишаның нелерін, папкаларын жинап, тізімдерін жинап қойғам 2023-те және де 2024 жылдары. 2023-те қандай салалар атты, 2024 жылы қандай салалар атады деген сол темалардың бәрін жинап қойғам. Оны эфирдің соңында айтайын. Қалай алу керек екенін, сол тегін чек-листті албасаңыздар болады. Тегін, ешқандай да ақша емес. Сала таппай жатсаңыздар. Жалпы ниша тапқан шығарсыздар, созбай ақ қойға ары қарай, өзіміздің жұмысымызға кірісейік. Ниша табылды. Немесе тағы да ақпараттармен бөлісіп кете салайын. Қандай нишалар жалпы ютубта қандай нишаларға көбірек ақша төленеді, осыған қатысты айтып кете салайын. Өйткені көп адам сұрайды менен қазір детский канал мен взрослый каналдарда. Жалпы мына жерде көп төлейді деген себебім 1000 просмотрға берілетін ақшасы көп дегенім осылар. Мына жерде шығып тұр ма қазір? Экранды қай бетте шығып тұр? Мына бетте ме, мына бетте ме? Мына бетте шығып тұр. Қымбат үйлерге, заттарға обзор жасау, онлайн табыс, крипто, биржа, бизнеске қатысты нәрселер, техникаларға, машиналарға обзор жасау, білім саласына қатысты, яғни взрослый, яғни үлкен адамдарға арналған контент болатын болса, оларға 1000 просмотрға берілетін ақшасы көбірек. Ал детский каналдарда 1000 просмотрға берілетін ақшасы аз. Бірақ сіз ойлап қалмаңыз, балаларға арналған канал ашатын болсам, мен аз ақша тауып қалады дегенді ойламаңыз. Өйткені олардың просмотры мыналардан әлдеқайда көп болады. Бизнеске қатысты канал ашылды. Дәл осылай каналдарыңызды ашып кете бересіздер. Түсінікті, канал ашу өте түсінікті. Өте, бұны енді білмеу мүмкін емес. Бар әдем көрініп тұр ғой, ешнәрсе болған жоқ. YouTube канал ашуға қатысты сұрақ бар ма, сұрақ жоқ па? Оңай, оңай. Уақыт созбай ақ қояйық. Аздаған уақыттарда біраз уақытымыз кетіп қалды. Ары қарай одан да қызықты ақпараттар жетеді әлі. Кеттік дальше. Жазып отырыңыздар сұрақ, қалай мен сабақты әдем беріп жатырмын ба? Чатқа жазып отырыңыздар, күшті, анау деп жазып отырсаңыздаршы, мен қарап отырайын. Ал кеттік олай болса. Ендігі бізде видеоны рекомендацияға шығару және көп просмотр жинау техникасын бөлісейік. Ол бірінші видео рекомендацияға шығару деген ақпаратты айтпас бұрын, жалпы рекомендация деген не ол? Рек деген не? Сол туралы айтып кетейін, жақсылап. Рекомендация дегеніміз, сіз ана YouTube-қа кіресіз ғой. YouTube-қа кірген кезде сіздің главный бетіңізде бір видеолар шығып тұрады автоматом. Олар уже рекомендацияда жүр, ректе жүр. Немесе ана бір видеоңыздың экраны, видеоңыз біткен кезде келесі экранға шығып кетеді, көп бір тізімдер мына жағына көрсетіп тұр ғой бәрі. Соның бәрі ректе жүр деген сөз. Дәл осындай рекомендацияға шығу үшін, сіздің де видеоларыңыз солай көп просмотр жинау үшін, сіз мынандай жұмыстарды жасауыңыз керек. Мінекей, жалпы рекомендацияға шығу үшін сізде оптимизация дұрыс болуы қажет. Оптимизация дегеніміз ол настройка, YouTube-тың настройкасы. Настройканы дұрыс жасауымыз керек болды. Егер біз настройканы дұрыс жасайтын болсақ, біздің тақырыбыңызды, біздің видеомыздың тақырыбын іздеген кезде, біздің видеомыз бірінші орында шығады, и просмотр көп болады. Бұл бірінші орында шықты, просмотр көп болды, просмотр көп болса, ол көп ақша болады деген сөз. Логика сол. Неге аңғарыңыздар? Қараңыздар, жақсылап, Wildberries қазақша деп іздедім. Wildberries туралы мен іздедім да, жалпы іздеп көресіз. Іздесеңіз, қазір сенбесеңіздер, іздеп көріңіздер, телефонмен іздеңіздер, компьютермен іздеңіздер. Wildberries туралы қалай іздесеңіз де менің видеом шығады. Бірақ мен Wildberries'тің эксперт емеспін. Мен бір-ақ видео салғам Wildberries'ке қатысты. Бірақ менің видеом бірінші орында шығады. Неге? Өйткені мен оптимизациясын, настройкасын дұрыстап қойғам. Соның арқасында менің видеом бірінші орында шығады, и просмотр маған келіп жатыр. Мына жерде астында тұр Қасым деген кісілер, олардың мен каналдарын қарап көргем, ешқайсында настройка жоқ.
Сол үшін олардан менен кейін шығып тұр. Егер олар настройканы білетін болса, менің алдыма шығып кететін еді давно. Өйткені ода YouTube'да видео көп салған Вайберске қатысты. Мен бір-ақ видео салғам. Соның өзінде де мен алдыңғы орында тұрмын. Көрдіңіз ба, настройка, бір настройканың өзі үлкен жұмыс атқарып тұр. Өзі белгілі ғой, іздегенде кімнің видеосы бірінші шығады, соның просмотры көп болады деген сөз ғой, жалпы дұрыс па? Алғашқы үштік дей берші, хотя бы алғашқы үштіктің просмотры көп болады. Сол үшін де алғашқы үштікке шығуға тырысу керек. Жалпы настройканың әдемі асыл дейді, YouTube-та қалай дейді, мынаяқта сұрақтар кетіп жатыр. Жақсы, әдемі жазып жатсыздар. Қарап отырмын, бәрін көріп отырмын. Кейбір сұрақтарға модератор жауап беріп еді. Жалпы настройканың екі түрі бар. Сыртқы настройкамыз, сыртқы оптимизациямыз және де ішкі настройкамыз, ішкі оптимизациямыз. Сыртқы мен ішкіні мен жақсылап түсіндірейін. Сыртқы дегеніміз ол көзге көрінетін настройкалар. Яғни шапка дұрыстау, логотип, канал описаниясы, визуал, сілтемелерді қою деген сияқты. Солардың барлығы, яғни көзге көрінеді ғой, шапка, логотип бәрі. Мен оларға біртіндеп көрсетіп кете салайын. Мінекей мынаны қараңыздар. Жоғары жақта шығып тұр, мындай ұзын болып шығып тұрғаны шапкасы, домалақ болып тұрғаны ол логотипі. Көрініп тұр, осы мысалы басқа бір екі канал болса, біреуінікі әдемі болып тұр, біреуінікі онша емес болып тұр. Сіз қайсысына тіркелетіңіз, уже логичный нәрсе да, логикалық тұрғыдан. Мынаған барасыз деген сияқты. Сол үшін сіздің жалпы визуалыңыз, логотипіңіз, шапкаңыз бәрі әдемі болып тұру керек. Оған қатысты, оны қайсымен жасайсыздар? Оған қатысты Canva-мен жасаңыздар. PixArt деген приложение бар. Айтқанын бәрін жазып отырыңыздар, иә? PixArt, Canva деген сияқты солармен жасасаңыздар болады. Немесе қаншама нейросеттер бар, жететін нейросеттер. Одан кейін каналдың описаниясын жазасыздар. Каналдың описаниясы. Бұл канал не үшін ашылды? Кімдерге арналған, кімдерге пайдалы болады? Сол туралы әдемілеп түсінікті қылып жазып қойасыздар. Мысалы, мынаған кіресіздер, көліктер туралы қызықты арна, түсінікті, көліктер туралы айтатыны белгілі. Бағалар туралы айтылатыны белгілі, бәрі өзі түсінікті жазылып тұр. Сол сияқты сізде жазасыздар. И визуал. Визуал дегеніміз сіздің каналыңыздың әдемілігі. Обложкалар әдемі тұру керек. Тақырыптар, шапка, логотип бәрі бір-бірімен үйлесіп. Қараңызшы, обложкасын қарасаңызшы, обложкалардың бәрі әдемі болып шығып көрініп тұр. Сонда сіздің барлық визуал жағынан да сыртқы келбет бәрі әдемі болып тұру керек. И сілтемелер міндетті түрде болу керек. Сілтемелер. TikTok, Instagram барлығы сол жерде сілтемелер тұру керек. Оны қалай қоясыздар? Оның бәрін сол настройка бөлімінде ішіне кіріп жасайтын боласыздар. Сілтемелер не үшін қою керек? Не үшін қою керек мысалы? Просто әлеуметтік желінің барлығы бір-бірімен байланысты. Бүкіл әлеуметтік желіні Facebook басқарады. Сол үшін де ол Facebookпен тікелей байланысты болғаннан кейін біз TikTok, Instagram бәрі ол бір-бірімен байланысты нәрсе. Мен YouTube'тан бір адам мысалы, TikTok'тан мақұл, TikTok'тан бір адам YouTube'қа кірсе, сіздің YouTube'ыңыз одан сайын ұшады, просмотр одан сайын кетеді. Instagram'нан бір адам келсе, одан сайын ұшады. Соның ішіндегі ең көп келетін Facebook екен ойлаңызшы. Facebook'тан бір адам келетін болса, басшы потолок жарады YouTube каналыңыз. Түсінікті. Сыртқы оптимизация түсінікті. Ішкі оптимизация қандай? Ішкі оптимизация ол видеоның атауы, превьюіміз, тегіміз, хэштегтерімізді айта беруге болады. Оларға қатысты мен қазір асықпай түсіндіріп кетейін. Мінекей, превьюге қатысты нәрселер, обложкаға қатысты нәрселер, қаралым санына, просмотрға қаралым санына әсер ететін нәрселер, адамға эмоция сыйлайтын нәрселер. Мысалы, мына жерде қарасаңыздар, уже сразу что-то ана видеоның ішінде бірдеңе бар екен, бар сияқты деп что-то қарайтын нәрселер да. Ол енді міндетті түрде андай хайповать ету керек емес. Ойбай, бит шоқ деп қоятын болсаңыздар, егер сіздің темаңыз соған жақын болатын болса, лаж болса, обложкада өзінің эмоция беріп тұратын болса, адам ол видеоға кіретін болса, обложка өзінің жұмысын атқарды, тақырып өзінің жұмысын атқарды. Мысалы, көрдің ғой, 4-5 видео шығып тұр, сіздің обложкаңыз әдемі, мен кірдім. Все, обложка өзінің жұмысын атқарды. Ары қарай видеоға байланысты ол. Обложка ол айқайлап тұратындай,
адамға эмоция сыйлайтындай, міндетті түрде жаңағы кайфовать ететіндей нәрсе емес. Ол сізде палау жасау, лагман жасау болса, ол жерде енді ондай нәрсе керек емес қой. Просто әдемі түсінікті қылып, өзбекский палау жасау, қазақша палау жасау деп өзіңіз әдемі жазып қоясыз. Лагман жасау деген сияқты. Түсінікті болу керек. И адамға эмоция сыйлайтындай болса, вообще күшті болады. Мінекей, жаңағы неге қатысты нәрселер? Настройкаға қатысты нәрсе. Мына жерде Мейірман деген менің шәкіртім, мен оны өзімде жасап көрген тұғым. Бірге отырып жасағанбыз. Настройкасын жасадық. Қазір арбитраж туралы кім қалай іздесе, Мейірманның каналы YouTube-тан шығады. Арбитраж қазақша, Қазақстан, басқа бәрі түрлі вариантта іздеп көріңіздер қазақша. Мейірманның каналы шығады. Түсінікті, неге Мейірманның өзі қанша теңге? Бұл енді подписчигі бір қатты көп емес, қараңызшы, бір 10 мыңның жобасында ғана 10 мыңға жетпегенде. Бірақ бұлар эксперттік бағытпен кеткеннен кейін бұлар YouTube-тан қанша 20-30 миллиондаған табыстар тауып отыр. Олар енді курс сатады, басқа қылады деген сияқты. YouTube-тан қаншама адамдар келіп жатыр. Өйткені арбитраж дегенде біріншісі осыны шығып тұр ғой. Арбитраж дегенде жұрттың бәрі іздеп жатыр. Жұрттар мысалы Instagram-мен, TikTok-пен жарып жатыр ғой біреулер. Ал мынау YouTube-ға істеп тастағанда, мыналар қаншама жұрттар TikTok-тан көреді да, арбитраж деген не екен деп YouTube-тан іздейді. Мейірманның каналы шығады, пожалуйста. Соның курсын сатып алады ары қарай. Көрдіңіз ба? Махинация қандай, махинация. Ал менің жалпы сабағым қалай отыр? Бір кері байланысып қойын. Что-то мен де тамағым ауырайын деп отырма. Айқай деп бір бас шап деп жазып қойсаңыз, бір қарап молодец деп жатыр мына жақта. Сіз қай қаладансыз дейді. Қазір Алматы қаласындамын, негізі Қызылорданікімін. Күшті. Мен де шәкіртіңіз болғым келеді дейді. Кеңіз. Менің жағы миссиямның ішіне де келеді ол. Менің шәкіртім көп болған қалаймын мен. Мен білеймін, маған мұғалімдік бағыт ұнайды. Өйткені мен 2021-ден бастап бизнес саласына қарай жақын болып бастап көргенмін. AirPods-тар сатқанбыз. Қазір Қабанбай батырдың бойында Air құлаққап деген магазин аштық. Тоже. Одан кейін спорт тауарларын саттым. Жаңағы мұсылман тауарларын саттым. Бизнесмендермен, эксперттермен жұмыстадым. Жалпы бизнестен хабарым өте жоғары. Бірақ маған мұғалімдік бағыт ұнағаннан кейін мен осы бағытқа қарай келдім. Сабақ от болып жатыр дейді. Өте жақсы. Жалғастырамыз ғой, жалғастырайық. Енді қызық енді басталады. Қызықтың бәрі қайда? Әлі нейросет келген жоқпыз, әлі ойлаңыз. Так, теги, хэштег. Бұл не? Хэштег пен теги. Бұл теги, хэштег дегеніміз жалпы біздің настройкамыздың ең күлш сөзі ғой бұл. Біздің видеоларымыздың, егер бізде осы бұл жалпы теги мен хэштег біздің YouTube-ымызға не қажеті бар, қандай қатысы бар? Егер бұл жерде біз түсіндіреміз да YouTube-қа. Маған осындай аудитория керек, осындай бағыттағы темадан іздейтін адамдар керек деп мен түсіндіріп жазамын. Тегиге жазам, басқа жазам, хэштегтермен жазам, бірақ оның әрқайсының өзінің орны бар ғой. Соны әдемі қылып дұрыс толтыру арқылы мен жазамын. И YouTube ары қарай өзі алып, тура сол тақырыпты іздеген адамдарға барып көрсетеді. Мысалы, мына жерде екі кісі отыр қазір мен жанында. Бір кісі тамақ пісіру деген темаға қызығады, бір кісі футболға қызығады. И мен тамақ палау жасау деген видео түсіріп салдым. Менің видеом рекомендацияға шығып кетті. Рекомендацияға шыққан ол ана жақтағы футбол қызығатын адамға апармайды да, ана жақтағы тамақ пісіруге қызығатын адамға апарып көрсетеді. Көрдіңіз ба? Кім қандай бағытты қызығады, соған қарай бұрып көрсетеді ғой. YouTube ақымақ емес та, біз YouTube-қа үйреткіміз келеді, былай қарасаң. Бірақ біз интернеттен үйренеміз ғой барлығымыз. Ол бәрін біліп тұр, бізді бақылап тұрған нәрсе. Сол үшін таргет дегенді де білетін шығарсыздар, сондай өзі. Бізді дауысы арқылы біліп тұр, біздің біз қандай тақырыптарды іздеп жатыр, соған байланысты қызығушылығымызды тауып тастаған YouTube. Жалпы YouTube-қа түсіндіреміз, YouTube бізді басқа адамдарға көрсетіп, біздің видеомызда көп просмотр жинап береді. Егер оптимизация жаңағы тегиіміз, хэштегтеріміз дұрыс болатын болса, бізде рекомендацияға шығады видеомыз. Поисктан іздегенде біздің видеомыз бірінші шығады, жаңағы Wildberries сияқты. Тағы да тақырыптар ізде көп, менде ондай тақырыптар. Және де просмотр көбейіп, сіздің табысыңыз ол артады, белгілі. Просмотр көп болса, көп ақша болатын белгілі ол. Мінекей, оған мысал, мысал қараңызшы, мынау вообще потолок мысал ғой. Мына жерде мен тоже бір күлші сөздермен жұмыс жасағам, жаңағы теги хэштегтің темасымен жұмыс жасағам. Басында бұл әннің аты тойға шашу ән тұқын, тойға шашу деген ән болды. 3 миллионға дейін просмотр жинады, максимум 3 миллион, одан асырамадық та, 3 миллион. 3 миллион деген қазіргі былай қарасаң потолок қой енді. Сол кезден 3 миллионға жетіп тұр ғой, енді біз үшін де мынандай күшті болып тұр ғой енді. И мен TikTok-та ақ көйлек, көк көйлек деген сөзбен хит болып жатыр.
мен ішіндегі настройкасын полный өшірдім да, басқаша настройка жасадым. Бірден 40 миллионға дейін көтеріп кетті просмотр. Қазір қараңызшы, 40 миллионнан асып кетті, 45 миллионда тұр. Ол мынауда енді алдында түсірген фото ғой енді. Қазір может одан да көбейіп жатқан шығар, күнде күнге өсіп жатыр. Сол үшін 3 миллионнан 40 миллионға дейін көтерілу дегенді ойласаңызшы, қандай настройка ол жерде, қандай күріш сөз ол. Адам просто қалай іздейді, қалай толтыру керек, қалай жасау керек, бәрінің өзінің сауатты, тақырып жазудың өзінің сауаты бар. Қанша әріп жазу керек, қанша әріптен аспау керек деген ережесі бар ондай. Көп әріп жазсаң болмайды, аз әріп жазсаң тоже робот деп ойлайды. Мынанша сан болу керек деп бәрінің өзінің есебі бар. Настройка, оптимизация ол өте маңызды. Түсінікті? Настройкаға қатысты нәрседен түсіндік. Енді бірақ сіз настройкасын бәрін өлтіріп тұрып істеп қойдыңыз, мощный істеп қойдыңыз настройкасын, бірақ сіздің видеоңыз қызықсыз болатын болса, тоже просмотр аз болады. Просмотр көбеймейді. Контент яғни. Бұл қалай? Мысалы, видео мынандайда, видеоңыздың жалпы YouTube'та видео рекомендацияға шығудың 80-90%-ке дейін ол видеоға байланысты нәрсе. Өйткені біреу видеоға кіріп көрді, хотя бы бір 30%-ін көретін болса видеоның, онда келесі адамға көрсетеді. Видеоның соңына дейін көретін болса, вообще көп адамға көрсетеді. Сол үшін видео кірді, ол шығып кетпеу керек ол адам. Видеоңыз қызықсыз болса шығып кетеді ғой бірден, 1 секунд, 10 секунд ғана көреді. Ал видео қызық болатын болса, ол соңына дейін көреді. Оған қатысты қаншама андай бір маркетинге подходтар бар. Маркетинг деген теманы зерттесеңіздерше, вообще бомба ғой, бомба. Маркетинг деген зерттесеңіздер, психология кіреді, оның ішіне эмоция кіреді, соншалықты. Датабана кейде болады ғой, видеоның қызықты моменттерін теріп алады да, трейлер қылып басына қойып қояды видеоның басына. Сосын адамдар қызықты моментін күтіп отырады, соңына дейін көреді. Ол да бір сондай бір махинация. Ішіндегі сондай бір техникаларда ондай нәрселер жетеді. Маркетингте кез келген темада маркетинг бар. YouTube-тың ішінде де, мобилографияның ішінде де, копирайтингтің ішінде де кез келген тақырыпта маркетинг деген ол рөл атқарады. Өйткені мен маркетингтік білімді жақсы алғаннан кейін мен бұл тема бүкіл тақырып, мен көшеде жүрсем де уже баннерлерге қарап жүремін ғой, мынаның тақырыпты, мынаны дұрыс жазбапты, оферді, мынаны бүйтіп жазбапты деп, ол уже басқаша көзқарас болады ол кезде. Жалпы контентіңіз адамдарға өту үшін, видео жақсы просмотр жинау үшін, видеоны соңына дейін көру үшін мына техникалар болу керек. Жазып алыңыздар. Кадрдағы актерлік өзіміздің ойнатуымыз, сөйлеу мәнеріміз, өзімізді ұстауымыз. Мен қалай сөйлеп жатырмын, егер ойнату, егер балаларға қатысты болса әдемі деп ойнайсыз, серьезно ойнайтын болсаң серьезно деген сияқты. Жалпы өзіңіздің ұстау мәнеріңіз, музыкалар, задний фонда бір жай бір биттер, андай звуктар болады, тың сондай бір музыкалар қосылып тұрса, адамға әдемі приятно. Табиғат аясында медитациялық музыка болса андай деген сияқты. Жалпы өзің әртүрлі темаға қатысты өзің сондай бір музыка ғой, адамға эмоция сыйлайтын. Әртүрлі андай эффекттер, звуковой эффекттер болады ондай. Қышық дейтін сияқты звуктар, детский каналдарда көп қолдану керек оны. Детский каналдарда просто андай барынша яркий светтерді қолданады ғой, мысалы көрген шығарсыз, Настя дейтін орыстардың балалары бар кісілер көп көреді оны, біледі. Видеоларын көрсең барлығы ашық свет, розовый, жасыл деген сияқты. Яркий светтер и эмоция, андай эффекттер, смайликтер шығарады, пырық деген сияқты звуктармен, сондаймен балаларды қаратады. Сол сияқты ондайның да взрослый контенттерге де қатысты нәрсесі бар. Онда нәрсенің бәрі керек. Драмадағы сюжеттер, суреттерді бүйтіп шығару арқылы ол да адамды назарын аудартып, соңына дейін көруге итермелейді. Жалпы соңына дейін көруге итермелейтін осының барлығы видеоны соңына дейін көруге итермейтін нәрселер. Качество да тоже жұмыс жасайды. Качество Android қарағанда iPhone жақсырақ, iPhone қарағанда камера жақсы, GoPro жақсы деген сияқты кете береді. Жарық жақсы, дыбыс жақсы болу керек деген сияқты бәрін қоса беруге болады. Жалпы ең басты мәселе ол адамға эмоция сыйлау керек. Маркетинг дегенім осы. Адамға эмоция сыйлау керек, адамға эмоция. Біз эмоцияны сатып аламыз біз нені сатып алмаймыз жаңағы. Өзімізге затты алмаймыз ғой. Мысалы iPhone, мысалы мен аны зат деп алған жоқпын. Конкретно маған телефон керек болса, телефон көп қой мысалы. Маған эмоция сыйлайды маған. Эмоция, сол үшін алады адам iPhone-ды. Авторитет дей ма, типа біреулер болады ғой. Жалпы эмоция ғой, барлық нәрсе. Кез келген нәрседе эмоция. Судың өзі мысалы базарға барсаң 200 теңге, 300 теңге, кафеге барсаң 1000 теңге, аэропортқа барсаң 2000 теңге деген сияқты ғой. Атмосферада басқаша. Және де видеода тұрақтылық болу керек. Тұрақтылық болу керек. Видеоны мысалы сізде 5-6 видео болса, ондай
қабаттап бір күнде бәрін сап тастап келесі күндері тоқтап қалу деген нәрсе керек емес. Тұрақты салып отырыңыз. Күнде біреу немесе аптасына қойып қойыңыз, айына қойып қойыңыз деген сияқты. Сонда бір мысалы қай уақытта салу керек, қанша видео салу керек деген сұрақтарға әдемі жауап беріп кетесіңізші. Қай уақытта салу керек? Лаж болса адам көп көретін уақыттар, детский каналдар болса обедке дейінгі уақыттар нормально, обед яғни түстен кейін бір 3-4-ке дейінгі уақыттар детский каналдарға, взрослый каналдарға кешкі сағат 6 мен 8-9-ның арасы әдемі. Жұрттың бәрі жұмыстан келеді, белгілі. Одан кейін тағы не қандай жаңа екінші сұрағым? Не айтып едім, жаңа қалдым ғой. Жалпы, қай уақытта салу керек те, сол уақытта салыңыздар. Сосын видеоның ұзақ қысқалығына оған да байланысты нәрселер. Видеоны барынша қысқа қылуға тырысыңыздар, видеоны соза берсеңіздер, тоже қызықсыз болып қалуы мүмкін адамға. Мысалы, егер видео соңына дейін, мысалы, қайтсам жаңа айттым ғой, видеоның шамалы соңына дейін көретін болса ғана видео рекке шығады деп. Егер қызықсыз болып оны соза берсеңіз, тоже болмай қалады. Сосын барынша қысып видеоның соңына дейін тез бітіп қалатындай болса, вообще күшті. Жалпы тұрақты болу керек. Тұрақтылық ол жерде запланировать етіп қойуға болады. Мысалы, уақытты бірден 10 күнде, бір күнде 10 видеоны салып тастағанша мен оны тұрақты қылып сақ қойғаным жақсы. Запланировать етіп болады. Мысалы, мен қазір менің қолымдағы видеоны мен ертең кешкі сағат 8-де деп саластан болады. Бір айдан кейін кешкі сағат 8-де шығады деп мен саластан болады. Мысалы, әншілердікін қарасаңыздар, ертең кешкі сағат 8-де менің әнім шығады деп айтады да. Кешкі сағат 8-де олар бүйтіп салып қойды ғой, сет ұстамайтын жерде жүрген шығар, может кім біледі. Олар сөйтіп YouTube'тың өзі сөйтіп істеп беретін уақыт бар. Сол үшін тұрақты салып отыру керек. Так, кетті келесі монетизацияға қатысты ақпарат. Жалпы видео контентке қатысты ақпарат түсінікті ғой, видео қалай түсірсек әдемі болады. Ол видеоның ішінде монтаждарға қатысты ақпараттар жетеді. Монтажға қатысты нәрселер, курстың ішіне кіретін болсаңыздар, сабақтың ішіне кіретін болсаңыздар, вообще потолок сабақтар жетеді ол жақта. Енді монетизацияға қатысты ақпараттармен бөлісейін. Монетизация деген не ол? Біреулер сұрайды, не ол деп. Монетизацияның қандай пайдасы бар? Шынымен ақша бере ма деп сұрайды. Біз әлі күнге дейін ақша бере ма? Әлі күнге дейін интернет шын ба деп жүрдік та, мысалы. Интернет әлі күнге дейін лохотрон деп ойлайтын кісілер бар екен, ойлаңызшы. Әлі күнге дейін, мысалы, басқа жақтағылар уже Твиттермен, Фейсбукпен жарысып жатыр да, акциялармен жарысып жатыр. Біз әлі күнге дейін TikTok андай деп отырмыз. TikTok-тың форматы да біздің ойлағанымыздай емес, мысалы. YouTube-тың да форматы сіз ойлағандай емес. TikTok-тыға батыл ойнап қуып тастады, билеп андай қуатын сияқты ойлап тастады ғой жұрттың бәрін. TikTok дегенде бірден жаман ой келеді ғой. Негізі оның форматы ондай емес ол. Вообще эксперттерге арналған, ол прямой эфирде отырып сатылымға арналған нәрсе деген сияқты. Ол жаққа кәдімгі кіретін болсаңыз үлкен нәрсе. Монетизация деген ол үлкен ақша алып келудің үлкен жолы. Енді YouTube-қа кірейік. YouTube-та ақша. YouTube-тағы ақша, мысалы, мен біз просмотрға деп сіздерге түсінікті тілмен айтып жатқаным ғой енді. Зама YouTube-қа кірген кезде біреудің видеосын көрсеңіз, реклама шығады ғой. Реклама шыққан кезде анда шет жағында бір пропустить деген кнопка шығып тұрады, соның басасында өткізіп жібересің деген сияқты. Сол үшін, сол реклама шыққаны үшін сол авторына ақша беріп жатыр ғой, YouTube каналының авторына. Оның YouTube каналы монетизацияға қосылғаны үшін оның YouTube каналында сондай рекламалар шығып жатыр. Сізде реклама шығып жатқан жоқ, мысалы. Шықса, сіздікінде сондай ақша түсетін еді. Монетизация қосылғаннан кейін, егер сіздің монетизация қосылса, сізде дәл солай рекламалар шығады сіздің видеоларыңыздың арасында. Сосын сол үшін ақша береді. Біз былай айтамыз да, мысалы, 1000 просмотрға мынанша ақша береді деп айта саламыз да. Ол мысалы 1000 просмотрға ол 1000 рет реклама шықты деген сөзбен орташа есеппен айта береміз. Жалпы просмотрға деп айтсақ та болады, былай да айтсақ болады, жалпы екеуі де келеді. Енді YouTube-қа кірсем болды, мен ақша таба берем деген сөз емес. YouTube-қа кірсем болды, мен ақша табамын деген сөз емес. Біріншіден оның өзінің ережесі бар. Ол қандай ереже? Алдында маған бір кісі айтады да маған. YouTube маған ақшам бермейді дейді да, менің просмотрым 1800 просмотр жинады, мен YouTube маған ақшам бермейді дейді. Өзі бір-ақ видео салған. Қақтан білейін оның YouTube-та ақшасын? Ол ешнәрсе ережені орындамағаннан кейін ода ақша жоқ. Ол жерде ереже бар. Ол қандай ереже? Ол ереже міне. Жазып алыңыздар, скринде алыңыздар. 1000 подписчигіміз и 4000 сағат болу керек. 1000 подписчик, 1000 оқырман болды. 1000 подписчиктің жартысы ағайын туыс бауырлармен ақ толып қалды. Маған оларға жібермесеңіз де YouTube-тың өзі ақ жинап береді. 4000 сағат дегеніміз 4000 сағат ол. Мысалы мен 1 сағаттық видеоны салдым, 4000 просмотр болды, 4000 адам до конца көрді, бірақ уақытта болуы мүмкін ол. Может ол, мысалы мен 4000 сағатым 4000 просмотр болып тұр дейікші мақұл. Бірақ 300 сағат болып тұр, 300 ақ сағат болып тұр. Неге 300 ақ сағат? Өйткені біреу 1 секундын ғана көруі мүмкін, біреу 1 сағатын көруі мүмкін, біреу 30 секундын, 30 минутын көруі мүмкін. Соның бәрін қосқанда ол 300 сағат шығады тұр.
1 минуттық видео болсын, 1 сағаттық видео болсын, жалпы бұл жерде айтқым келіп тұрған нәрсе, бір 10 шақты, 15 шақты видео салатын болсаңыз, YouTube-та жаңағы 4000 сағат жинала салады. Сол үшін просмотр көп болған саған жақсы, просмотр көп болса жақсы, и видео саны да көп болса ол жақсы. Сабақ әдем болып жатыр ма? Күшті болып жатыр. Жазып отырыңыздар ма? Қарап отырмын бәрін. Просмотр үшін Қазақстанда жалпы орташа қанша ақша төлейтінін бір айтып кете салайын. 1000 просмотрға жалпы 0,5 доллар мен 3 доллардың арасында беріледі. Яғни 250, сосын 1500 теңгенің ортасында средний контенттерде. Детский контенттерде сол төмен қарай 200 теңге дейтін болсақ, взрослый контенттерде 1 доллардан жоғары қарай. Түсінікті? Түсінікті. Ну енді таза 400-500 теңге дей берейікші, таза 400-500 теңге средний. 500 бизнеске қатысы болса, одан жоғарырақ 1000 теңгеге дейін. Ал детский болса 200-300 теңге. 1000 просмотрға. Оларда бірақ детскийлерде просмотр көп болғаннан кейін олардың ақшасы бәрібір көп деген сөз. Бұл Қазақстандағы средний. Американский каналдарда наоборот бізден 10 есе жоғары. YouTube-та монетизациядан бөлек табыс табатын жолдар жалпы өте көп. Айтып кете салайын біртіндеп. Бұл да может сіздерге керек шығар. Керек шығар емес, керек бұл. Жалпы бірінші услуга товар. Эксперттерге өте әдемі, товар сататындарға өте әдемі. Эксперттерге, товар сататындарға өте мына тема жақсы. Жаңағы уролог болсаңыз, міндетті түрде кіруіңіз керек. Қытаймен бизнес, Pinduodu'ды білмейтін қазір әйел кісілер жоқ шығар. Оларға міндетті түрде кіру керек. Ол Pinduodu'ды үйретіп жатыр қазір қаншама адамға. Ол жақтан қаншама адамдар іздейтін біліп жатыр. Конкуренция жұрттың бәрі іздейді да қазір. Pinduodu деген салып жатқан адамдар көп. Жұрттың бәрі ол Pinduodu деген не деп YouTube-тан іздейді. Сол кезде сіздің видеоңыз шығып тұрса, вообще күшті ғой. Сол үшін товар сататында ертең қаргоңыз деген сияқты бола береді. Жалпы услуга товар сату. Курс, консультация сату. Егер бір саланың маманы болсаңыз, курсын сатасыз, консультация сатасыз деген сияқты. Ол түсінікті нәрселер. Донат дегендер ол жаңағы детский каналдарда болады көбіне, детский каналдарда. Мысалы, көбінде стримде отырады ғой кішкентай балалар стримде ойнап. Сол жерде номерін жазып қояды, типа менің YouTube каналым дамысын десең ақша жібер деген сияқты өздерінің бір сондай нелері бар. Балаларға арналған каналдарда күшті жүреді ол. Мерч сату, бренд сату, сосын партнерский ссылка деген барлығы сол рекламаның ішіне кіргізе беруге болады. Мысалы, тікелей жарнаманың ішіне, тікелей жарнама деген сияқты. Реклама жасау ғой, кәдімгі жездухалардың ішінде кірсеңіз, реклама жасайды ғой бірдеңелерге. Мысалы, мен балық шаруашылығы туралы видео түсіремін, мен балық шаруашылығына қатысты магазинге мен реклама жасауым мүмкін. Өзім айтамын, немесе олар өздері келеді деген сияқты. Олар өздері келмесе, мен айтамын, менің осындай каналым бар, давай мен саған бартерге былай жасайын, маған қармақ бер орнына деген сияқты, бартер істеп кете береміз. YouTube продюсер деген енді ең патологы шығар мен үшін, өзім үшін, өйткені мен ютуберлікке қарағанда YouTube продюсерлікке мен жақынмын. YouTube-ты өзім каналымды мақұл жүріп жатыр мына жақта қатты. Бірақ мен жұрттардың каналын жүргізу арқылы мен одан да көп ақша табамын да. Мен еще физически миым шаршамайды. Барлық жұмысты жұрттар істегеннен кейін менің жұмысым тек техникалық жұмыстар ғана. Ал мен YouTube-қа өзім жұмыс істейтін болсам, тоже мен біраз жұмыс жасап тастауым мүмкін. Но енді кімге қай сала жақын білмеймін. Сізге мына тема жақын болуы мүмкін, или продюсерлік жақын болуы мүмкін. Жалпы барлық варианттарды айтып жатқаным ғой. Жаңағы курс сатуға қатысты темаларға ондай бағыттар өте ма дегенді, оған қатысты міне Айда деген кісі, шәкіртімді таныстырып көрсейін. Айда деген кісі 1000 подписчикпен қарашы 5 миллион теңге шығарған ғой YouTube-тан. Ол қалай, ол монетизациядан түскен жоқ ол ақша. Бұл кісі жаңағы өзінің қаргосын ұсынады, Pinduodu жаңағы Қытаймен бизнеспен айналысады бұл кісі. Өзінің қаргосын, логистик тұр ғой, қарасаңшы, логистикалық бөлімі. Қаргосын жаңағы курсын сатады деген сияқты. Дәл сонымен 5 миллион теңгеге дейін шығарған айына. Одан кейін мынаны қараңыздар, вообще 300 подписчикпен қанша теңге тапқан қараңызшы? 11-12 миллион теңге. Бұл кісінің просто бір заказының өзі үлкен, 2,5 миллионға дейін. 8 заказ деген 11-12 миллион теңге таза тапқан. Бұл жерде подписчикке қарап отқан жоқ, бірандай тұзды бөлме жасайды бұл кісі. Все. Жалпы YouTube-тың темасы түсінікті. YouTube-қа қатысты ақпараттың бәрін әдемі айттық. Жақсы айттық. Енді нейросет сабақтарын айтайықшы. Нейросет деген бұл енді вообще патолог қой. Нейросет деген кезде не естеріңізге түседі, жазыңыздаршы, давайте. Нейросет деген не ол сіздер үшін? Нейросет. Не ол нейросет деген? Сіздердің ойыңызда бір монтаж дейді, біреу бірдеңе дейді, біреу басқа жаза беріңіздер чатқа. Мен қарап отырмын, бәрін қарап отырмын, жаза беріңіздер. Жақсы түсіндіреді екенсіз, қанша минут болу керек, қанша минут, жалпы адамның өзі 8 минутқа дейін, ғылыми зерттеу бойынша 8 минутқа дейін андай көру несі бар екен да, шыдамдылығы.
сонда 8 минутқа дейін болса нормально деген сөз. Енді қатты қызық болып жатса соза бересіз ғой, 1 сағаттап, жарты сағаттап. Сабақ от кірдім деп жазып жатыр екен. Нейросет дегенде не? Жазыңыздар. Мен сіздердің де ойларыңызды білейін. Нейросет деген алдында не дейді? Бірдеңе дей ма? Вирусит деген не дей ма? Бірдеңе деп жазды бір Инстаграммен. Вирусит деп айтып жатсың ғой, не дей ма? Енді түсінбей жатыр да, енді мысалы YouTube деген не дегенде енді түсініп жатыр ғой. Нейросет деген вообще үлкен кісілерге вообще қиын тақырып шығар бұл. Бірақ бұны түсінсеңіздер, жұмыстарыңыз әлде қайда жұмыс жеңілдейді. Сіз мысалы бір жұмысты өзіңіз жасаған қарағанда қасыңызға қызметші алып алсаңыз жақсырақ қой. Сол сияқты мынау почти сіздің қызметшіңіз ғой, қасыңызда жүрген бір адам десек те болады, робот десек те болады қасыңыздағы. Нейросет деген солай. Нейросет деген бұл ат айтып тұр ғой, жасанды интеллект. Нейросет жасанды бір интернет, біздің робот, бізге жауап беретін робот. Мен не сұраймын, маған жауап береді. Мен қандай тақырыпты мен айтам, соған қатысты маған жұмыс жасап береді. Монтаж керек па, монтаждап береді. Мультфильм сияқты істеп бер деймін. Сценарий шығарып бер деп айтам. Озвучка жасап бер деп айтам. Бәрі тақырып айтам. Озвучка істеп береді, текст тауып береді, бәрін өзі жасай беретін тақырыптар көп. Нейросеттерге қатысты бір-екі мысалдарды айтайын, әйтпесе айта беретін болсақ, уақытта қазір кете беруі мүмкін. Өйткені қазір бізде сұрақ жауап бар, қаншама сабақтар бар, әлі айтатын тақырып көп. Ал олай болса, нейросеттер жалпы түсінікті, жасанды интеллект, нейросетке қатысты мен бір-екі мысалдармен бөлісейін. Бірінші, ChatGPT. Кім біледі бұл ChatGPT? ChatGPT дегеніміз. Қана жерде үлкен экранға алсаңыз, экранды көрсете салайын. ChatGPT дегеніміз бұл не жағынан ғой, типа кооперативтік бағыт жағынан, яғни текст жағынан. Мен бір нәрсені сұраймын YouTube-тан, ChatGPT-дан. ChatGPT маған жауап береді. Мысалы, некен, ауда ChatGPT міне ашылып тұр. ChatGPT деп интернетке жазасыз. Осындай кәдімгі кіреді, өзіңіздің почтаңыз таңдап көріп кете саласыз, болды тегін. 3/5 деген тегін. Алдында бүйтеді біреу. Шетелдегі бір адам ғой. Менің диплом алуыма, достарыма рахмет дейді. И ChatGPT-ға рахмет дейді. Өйткені диплом туралы маған осындай неге диплом жазып берші деген ғой, дипломға қорғаймын деп. ChatGPT полный текстін шығарып берген, соны көшіріп алғанда дипломына жаза салған ғой. Алдында маған тоже Алдик деген бір оқушым бар, 14 жасар, мектепте оқиды. Тоже өйтіп, апай тақтада отырып сұрақ қояды дейді. Мынандай сұрақ қойған кезде мен сразу ChatGPT-ге жазам, жауап бере саламын дейді да, сөйтіп бере саламын дейді да. Жалпы біз қандай тема, тақырып, мысалы мен жаздым ғой, мына қараңыз. YouTube каналға қатысты топ 10 идея YouTube каналы жаздым. Маған қандай туралы шығарып берді? Кулинариялық тақырыптар жақсы ізделеді екен, ойындарға қатысты нәрселер жақсы ізделеді деп тұр. Технологиялық, яғни техникалық жұмыстар, саяси нелер, кітап оқуға қатысты нәрселер, сән салонына қатысты жаңалықтар, әртүрлі спорттық, саяхат деген сияқтылар YouTube-та жақсы ізделеді деп маған шығарып берді. Топ идеялар, жеке дамуға қатысты, енді бизнеске қатысты, психологияға қатысты нәрселер жақсы өтеді деген сияқты. Мына жерде орысшада, ағылшыншада барлықша жаза беруге болады. Қазақшаның өзіне жауап беріп жатыр, қараңыз. Қазақшаның өзін қазір қазақша тіл жақсы дамып жатыр қазір. Қаншама нейросеттерге қосып тастаған, ол кәдімгі қуанатын жағдай біз үшін. TikTok-қа да қазақша қосып тастаған қазір. Біздің Қазақстан деген интернет жағынан, негізі қолдану жағынан мықтымыз ғой біз, негізі. Қатты қолданамыз ғой. Просто интернетті қолданып біз ақша табу жағынан төмен болсақ та, қолдану жағынан, поддержка беру жағынан мықтымыз біз. Жиздуханы көрсеңіз, бір күнде миллионға просмотр апарып тастаймыз. YouTube-та да мысалы, YouTube деген әлем бойынша 2-ші орында екен да, көрілім бойынша. Қазақстанда 1-ші орында екен ойлаңызшы. Қазақстанда өткенде жатып алып көре беретіндер көп екен ғой. Сол үшін сондай шығар может. Мінекей, қараңыздар, ChatGPT сұрақ қоясың, жауап береді. Мына жерде 10 идея деп сұрақ қойдым. Кулинарияға қатысты сценарий жазып берші деп сұрадым. Кулинарияға қатысты сценарий деп бірінші қазақша жаздым, қазақша шығарып берді. И артынша мен оған напиши на русском деп жаздым. И маған орысша қылып аударып берді соны. Өте әдемі ғой, өте әдемі. Кез келген психология болсын, кез келген тақырып, аңыз әңгіме, кітап оқу, балаларға қатысты ертегілер тақырыпты жазасыз, шығарып береді, көшіріп аласыз. Озвучка дейтін сайттар бар, қаншама нейросеттер. Соны апарасыз да, соған жібере саласыз. Сізге текстін, сізге андай қыздың дауысымен, ұлдың дауысымен сізге оқып береді. Сондай нейросеттер бар. Аты наракет деген. Оны тоже сабақтардың ішінде де айта береміз, алдағы сабақтардың ішінде айта береміз оның бәрін. Түсінікті, ChatGPT деген кез келген теманы сізге жазып береді. Осыған қатысты кинода түсірілген еще. Кинода түсірілген. Алдында бүйтеді бір кісі. Кино түсірген кезде киноның басы былай басталады, ішінде мынандай кейіпкер бар, киноның соңы былай бітеді. Осыған қатысты маған киноға сценарий шығарып бер деген ғой. ChatGPT полный сценарий шығарып берген, сол бойынша кино түсірген ғой. Ойлаңызшы, шетелде. Мықты ғой, өте мықты деңгейде.
Тем более қазақша қосылып тұр, ол алдағы уақытта қазақ тілі одан сайын мықты дамиды деген сөз. Орысша жазсаңыздар вообще күшті жауап береді. Қайттан экранды былай қойсаңыз, жалпы ChatGPT түсінікті, ол ChatGPT түсінікті. Бұны енді ішіне кіріп қолдансаңыздар, шынымен өте көп нәрсені аласыздар. Екінші, видеоларды дайындап қойсаңыздар, мен қазір мынаған қатысты мощный видеоға көрсетем. Captions. Бұл приложениенің аты Captions, бұның тоже компьютерде де, телефонда да версиясы бар. Бұл қандай жұмыс атқарады? Мен тамағым что-то ауырып жатыр. Бұл қандай жұмыс атқарады? Бұл Captions дегеніміз, мен таргеттегі видеомды көрген шығарсыздар, таргеттегі видеоларымды. Ана видео сөйлеймін, астың жанында субтитр шығып тұрады. Мен оны субтитрді мен жазып отпаймын, ол маған өзі автоматын жазып береді. Мен видеоны жіберем, ол маған өзі текстті жазып береді. Мысалы мен YouTube'қа субтитр қоятын болсам, каждый сөзді жазып отырамын ғой. Сәлем, қалайсың, бірдеңе деп жазып отырамын ғой. Ал мына жерде сөзді, видеоны жібере салам, маған астына текст жазып береді автомат. Бұл бірінші кереметі, екінші кереметі, мені кез келген тілде сөйлете алады. Мен қазақ тілін ғана білем. Мені ағылшын тілінде де, орыс тілінде де сөйлете береді. Американский YouTube канал жүргізу маған қиын емес деген сияқты уже. Давайте бір видео бар, осы видеоны көріп жүріңізші, вообще потолок. Американский YouTube канал жүргізу үшін міндетті түрде ағылшын тілін білудің қажеті жоқ. Мысалы, мен ағылшын тілін білмеймін, бірақ мен нейросет арқылы мен ағылшын тілін сөйлей аламын. Мысалы, қараңыз. Hello friends, I'm a YouTube producer. There are 4 genuine ways to make money with YouTube. Мінекей мені ағылшын тілінде сөйлетіп тұр, яғни мен американский YouTube канал жүргізе аламын. Дәл осы нейросеттерге қатысты мен бүгін кешке тегін сабақ өтемін. Тегін сабаққа тіркелу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Қалай? Болды ма? Көрілді ғой, көрген шығарсыздар, өте әдемі. Текстті де шығарып беріп жатыр маған. Мені басқа тілде сөйлетіп те беріп жатыр. Мынау енді потолок қой, енді потолок. Жалпы енді қазір мен білетінім жалпы 40-50-дің үстінде примерно нейросет бар. Білем да, мен білетінім. Бірақ 500-дің үстінде нейросет бар екен. Әлем бойынша 500-дің үстінде нейросет сайттары, приложениелер бар. Менің білетінім бірақ 50-дің үстінде ғана білем мен. Ал мен сабаққа қостым, курстың ішіне қосқаным 15 нейросетті қостым. Өйткені маған біздің YouTube'ты көтеруге қатты көмектеседі дегендерді қостым. Олардың бәрін мен сабақтың ішінде әдемілеп, түсіндіріп, бәрін көрсететін боламын. Четкий, басынан аяғына дейін. Әлі мынау енді ең простойлары ғана. Әлі мына жақта потолоктары әлі сабақтың ішінде қаншамасы бар. Жалпы кері байланыстап қоя салайын, сіздердің сабағым қалай болып жатыр. Мен тамағым ауырып отырса да сіздерге барынша енді көрдіңіз бе, терлеп отырып айтып жатырмын да, сіздерге терлеп отырып, теліп кеттім да таба. Қысылып жатырмын да, өйткені тамағым ауырғаннан кейін сіздердің алдында ұялып тұрмын. Сол үшін әдемілеп тұрып бір отзыв жазып жіберсеңіздерші, бір күшті, ойбай күшті деп жазыңызшы. Қараймын мен. Жалпы сабақ әдемі болып жатыр, сабақ күшті болған шығар. Маған ұнап жатыр. Тамағым ауырса да ұнап жатыр. Иван деген орыстар көріп отыр ғой дейді. Компьютерден дым хабарым жоқ. Агон, күшті, от. Компьютерден хабарым жоқ дейсіз ба? Жақсы, рахмет, жақсы дейді. Керемет. Рахмет сіздерге. Ал олай болса, жалғастырайық. Бір қызықты ақпаратпен бөлісейін сіздерге. Жалпы 2018 жылдан бері қазақстандық ютуберлер тек монетизация арқылы 15 миллион доллар теңге тапқан, ойлаңызшы, 15 миллион доллар. 7 миллиард теңге. Біз жаңа айттық қой, әлем бойынша 1,5%. Қазақстан бойынша мен максимум мен 0,1-ге жетпейді ғой негізі. Мен 0,1 деп қарашы, жаза салдым да, дей. Көтеріп жазып отқаным ғой, ұят болмасын деп. Бірақ 0,001 шығару санауға да келеді, өйткені соның өзі 7 миллиард теңгені сырт елден кіргізіп отқаннан кейін бізде хотя бы 0,1, хотя бы 1% ютубпен жұмыс жасаса бізге ютубтан сырт елден қаншама ақша келеді еді, соны түсінбейміз да біз. Тегін нәрсе ғой, просто так орыстардың кемпірі, ана орыс кемпірлерді қарасаңыздар, помидор ексе де, бәдірен ексе де бір соны видеоға түсіріп, уважаемый дорогие деп мыжып соны видеоға түсіріп отыра береді да. Соның өзіне бұл түсініп тұр да, өйткені оқтан ақша табуға болатын. Біз әлі жүрміз YouTube, интернет лохотрон деп. Жалпы өте төмен статистика, Қазақстанда вообще төмен деген сөз. Бізге экономиканы көтеру керек, бізге елімізді жақсарту керек. Табыс, біз бай болуымыз керек. Жалпы YouTube'ты бастағанда менде қателіктер болған. Енді
тоқталып кете салайын, топ 5 қателігімді айтып кете салайын. Бұл қателік қазір сізде де болуы мүмкін, сіздің де болуы мүмкін да. Жақсылап тыңдап алыңыз. Егер сізде осындай бір проблемалар болатын болса, онда мотивация болсын бір жағынан. Бірінші, ауылда отырып мен табыс таба алмаймын деп ойладым. Өйткені мен ауылдан шықтым. Мен ауылда да бұл YouTube-та видео түсіріп салсам болатын еді. Өйткені мен ауылда, мен олай ойламадым да, видео түсіріп ауылдағы тема қызық емес деп ойладым. Айттым ғой, бір кісілер маған 99 мың подписчик жазды деп, ауылдың кісісі. 100 мың подписчик алған башы. Қойларды ешкімді түсіріп жүрген. Қазір ауылда тұрып істеуге де болады деген сөз. Мен де өзім ауылдан шыққанмын, мына қараңыздар, суретте де көрсетіліп тұр. Ауылда қой бағып жүрген кездеріміз, атпен жүрген кездеріміз, жалпы ауылдан шыққан жігітпіз енді. Екінші, басқа маман иесі YouTube-пен айналыса алмайды деп ойладым. Өйткені менің мамандығым мал дәрігері. Қараңызшы, мал дәрігері, Қостанайдағы мал дәрігерінің, ветеринар деген мал дәрігерінің мамандығында оқығам. Қоянның басын сойып атқан кездерімізде, сол кезде суретке түскендерім ғой да. Сол кезде де YouTube-ты бастауыма болатын еді ғой мысалы. Бірақ ол кезде де мен қорықтым да, менде қателік болды. Мен ол кезде де бастай алмаймын деп ойладым. Мен басқа мамандықтар YouTube-пен жұмыс жасай алмайды деп ойладым. Үшіншісі, қара жұмыспен жұмыс жасайтындар тоже YouTube-қа келе алмайды деп ойладым. Өйткені мен ол мамандықты бітіргеннен кейін мен Астанада стройка жасадым. Қараңыздаршы, түрім әбіржіп кеткен, сақалым өсіп кеткен, в общем, әбіржіп жүрген түрлерім. Наоборот, қазір әдемі болып кеттім ба деп қоямын. Қараңыздар, енді жалпы қазір енді стройкада жүрген кісілер, таксовать етіп жүрген кісілер өте көп қой енді. Мен ойлайды да, мен бұл темаға кіре алмаймын деп ойлайды. Наоборот, ол ешнәрсе алмайды. Ол жақта тұрған ешнәрсе жоқ. YouTube-та ол кез келген адам жұмыс жасай алады. Одан кейін орыс тілін білу маңызды деп ойладым. Мен шынымен айтайын, орыс тілін білмеймін. Ағылшынды вообще білмеймін. Орыс тілді кеше ағылшын шетелге барып келген кезде де алдында сол кезде қасымдағы балаға перевод жасап жүрдік та. Сол баланың арқасында. Орыс тіліне тоже орыс тілінде аяқтағылар орысша сұрақ қойса да мен ұялып қаласың ғой, орысша да білмеймін да. Магазинге барсам да вот сколько деп соны білем. Сколько деген қанша теңге деген сияқты ғой. Соны айтуды білем. Ары қарай өз Каспий Голдқа жазады кейде түсінемін деген сияқты шамалы. Но енді орысша білмеймін қатты. Сәл ғана білемін да. Бірақ орысша білмесе де YouTube-қа кіруге болады екен. Орысша білмесеңіз де YouTube-қа кіруге болады екен. Соны бір-екі кнопкалар екен ғой, былай қарасаңыз. Мына кнопкаларды басуды үйреніп алсаңыз, кейбір сөздер өзі қазақша сияқты болып кеткен ғой, әбден үйреніп қалған ғой. Телефонның ішінде де көп нәрсе орысша ғой, мысалы үйреніп кетеміз ғой. Одан кейін мен камераға сөйлей алмайтын тұғым. Дәл осындай камераға сөйлей алмайтын тұғым мен. Осыданғы 2021-дегі видеомды көрсем, мен қазір Кахоттағы видеоларымды көрсеңіз күліп өлесіз қазір. Соны көрсем, қазір жаман күлем ғой, көрсем. 1 минуттық видеоны 1 минуттық, 1 сағат түсіретін тұғым ғой. Осылай камераға отырамын. Сәлем достар. Сәлем достар. Деп ше, тұра берем ғой 1 сағатқа дейін. Типа ұяламын да, өзім даусымнан ұяламын, камерадан ұяламын. Бірақ жаймен ол опытта барлық нәрсе ол жүре пайда болатын нәрселер барлығы. Бір видео, екінші видеоңыз одан әдемі шығады, үшінші видео одан да әдемі. Бір айдан кейін сіз басқа нәтиже жетесіз деген сияқты. Сол үшін бірінші бастау керек. Ең басты қателігімді айтайын ба сіздерге? Ең басты қателігім YouTube бойынша практик маманнан мен ертерек білім алмай 3 жыл бойы мен уақытымды кетіріп алғаным. Осы мендегі ең басты қателік болған. Енді ол кезде енді YouTube-ты үйрететін адам болмаған шығар енді. Бірақ енді бар болғанда мен сол кезде оқып алар едім Қазақстанда. Орысша білмеймін ғой енді. Қазақстанда болғанда сол кезде оқып алар едім. Енді сол кезде білгенімді мен, сол кезде дәрежемді мен сол кезде-ақ жетіп қоятын едім да, осы дәрежені мен 3 жыл бұрын жетіп қоятын едім. Қазіргі таңдағы мықты деген адамдардың орнында мен отыратын едім да тоже. Қазір енді шүкір жаймен деп келе жатырмыз. Бірақ енді ертерек практик маман маған үйретіп, каждый маған сұрақтарыма жауап беріп, маған куратор болып бүйтіп жұмыс жасау, мен монетизация қосылуыма көмектесетін болса, мен әлдеқайда ертерек мен монетизация қосылып, әлдеқайда тезірек дәрежеге жететін едім. Жоғары дәрежеге жететін едім. Жалпы қорқынышты жеңіп, тәуекел жасау керек. Время, денег дейді ғой, білесіздер ме орыстарда? Сол сияқты уақыт ол ақша. Сол үшін бізге уақытты жібермеу керек. Может, уақыт өте береді ол. Ертең сіз жасамайын деп жүрген кезде басқа кісілер жасап тастайды. YouTube-қа кіріп жатыр ғой, қаншама кісілер кіріп жатыр. Сол үшін конкуренттердің алды болу керек бізге. Тем более YouTube-тың темасы енді бүйтіп келе жатыр, енді шығып жатыр. Әлі конкурент жоқ, әлем бойынша жаңа конкурент көріңіз, Қазақстанда вообще жоқ. Жалпы қорытындылайық. YouTube-та табыс табу, егер YouTube-қа сіздер дұрыс салатын болсаңыздар, дұрыс жұмыс жасайтын болсаңыздар, кез келген адам YouTube-пен табыс таба алады дегенде мен дәлелдей алған шығармын, сіздерге. Дәлелдей алған шығармын. Дәлелдеген болсам, жазыңызшы, дәлелдедің, молодец, красавчик, айырдың деп жаза беріңізші. Мен
қарайын, көрейін. Чатты мен каждый, айттым ғой жаңа айтқандай, каждый раз қарап отырамын чатта. Кім кіріп, кім шығып отқан бәрін көремін. Қазір эфирдің соңына дейін отқан кісілерге мен мощный сыйлықтарым бар. Шығып кетпеңіз, әлі де қызық нәрселер әлі алда. Сол үшін қазір эфирден қазірге дейін шығып кеткен кісілер қазір ол сыйлықтардан қалады. Ештен кеш әлі де күшті дәрежеге жетесіз дейді. Жарайсыз, керемет түсіндіреді екенсіз. Аха, күшті, әсел, Гүлжайна, Ақбөпе деген кісілер үлкен рахмет. Әлия Алма деген кісілер жазып жатыр. Аха, бізде интернет ұстамай тұр дейді. Дәлелдедің дейді. Дәлелдедің, иә? Дәлелдедіңіз дейді. Еще мынаны қараңыздар, сіздерге басшы қызық нәрсе айтамын. Әлі де, егер молодец, қазір дәлелдедім деп отырсыздар ғой. Әлі де бірақ іштеріңізден чут болса да бірдеңе бар ғой әлі. Әлі бірдеңе бар да іштеріңізде. Кейбіреулер бар, енді сәл-сәл біреулер бар. Көре алмай отқан кісілер де болуы мүмкін арасында. Кейбіреулер шат-шат бір сенбей, кейбіреулер бүйтіп отыруы мүмкін. Осыған қатысты бір қызықты бір мәлімет көрсетейінші сіздерге. Менің шәкіртім, бұл енді вообще патолог, сіздерге мотивация болып шығар. Қолымнан келмейді деген кісілер мына видеоны көріңіздерші. Мен қазір Шалқардың видеосы бар ма? Шалқардың видеосын көрсеңізші. Шымкент қаласында тұрған жігіт жүре алмайды, үйде отырған жігіт арбада отырады. Соның өзі ютубпен жұмыс жасап отыр. Өзі айтсын, өзі одыр жіберді маған, видео түсіріп жіберген. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Шалқар Болат. Жасым 26-да Шымкент қаласынан боламын. Асылжан қауменінің оқушысымын. Қазіргі таңда осы оқуды оқып жатқаныма уже 1 айдан асып бара жатыр. Осы курстың нәтижесінде қазіргі таңда бір емес бірнеше YouTube арнасын жүргізіп жатырмын. Атап айтқанда Қуаныш Манатов, Еділ Қаппасов, Еламан сынды жас әншілермен процентке келісіп жұмысты бастап кеттім. Сонымен қатар Шымкент шоу театрының администраторымен сөйлесіп, каналға разбор жасаған болатынмын. Жұмыс жайында сөйлесіп, енді соның нәтижесін күтіп отырмын. Жалпы өзім жайлы айтатын болсам, мен өзім мүмкіндігі шектеулі үйде отырған жігітпін. Денсаулығыма байланысты сыртқа шығуым қиын. Жалпы сыртқа шығып өздігіммен шығып жүріп тұра алмаймын. Дегенмен өзім YouTube каналдарда жүргізу арқылы өзім үйде отырып жұмыс жасап жатырмын. Сіздерге де кеңес беремін. Үйде отырып YouTube арқылы жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Жалпы жұмыс жасайын деген адамға жұмыста бар мүмкіндіктер. Соның бірі YouTube. Жалпы көрдіңіздер, шәкіртімнің нәтижесін көрдіңіздер. Бұдан кейін енді менің қолымнан келмейді деген сөзді мен тыңдағымда келіп тұрған жоқ. Одан кейін енді мына жерде Иван деген кісінің сообщениесін көріп бір күліп алдым. Жалпы болды ғой, нәтиже бәрі нақты көздеріңіз жетті. Үйде отырған жігіттің өзі арбада отырса да, енді мүмкіндігі шектеулі болса да, қанша енді өмірден енді құлшынысы бар жігіт болғанын көріп тұрсыздар, жігерін көріп тұрсыздар. Соның өзінде қаншама әншілердің Шымкент шоудың Шымкент шоуға разбор жасап тастағаннан кейін не дейсіздер оған? Өте мықты, мен ырза болатын шәкірттерімнің бірі, мен мақтан тұтатын шәкірттерімнің бірі. Нақты көздеріңіз жетті деген ойдамын. Ал YouTube'ты бастап айына 1 миллионнан жоғары табыс табу үшін сізге екі ғана зат керек екен. Екі зат керек сізге. Ол не? Біріншісі ниетіміз, екіншісі сапалы білім. Ниетсіз бірінші дұрыс ниетті болсаңыз, мен жақсы білім алуым керек, мен осынша нәтижеге жетуім керек деген сізде нақты бір фокус болатын болса, сол кезде барып сіздер ол темаға жетесіздер, жақсы нәтиже орындайсыздар. Ал ондай фокус болмайтын болса, сіз ондай болады, мысалы мен машина алғым келіп тұр деп, мен досыма екі адам мысалы машина алу керек болатын болса, біреуінде қажеттілік көп, біреуінде қажеттілік жоқ болса, ол бірінші адам алатыны белгілі. Сол сияқты кімде қажеттілік көп, кімде ниет жақсы, сол адам ол соған жетеді. Екінші білім, ол біздегі барлық нәрсені сауатты жүргізу үшін. Енді жаңа осы эфирді көріп отқан кісілерге айтарым, енді курс туралы сұрап жатқан кісілер бар, қаншама кісілер мені сұрағандығын, оны жаңінде де айтқанымыз, алдында да айтып жатырық. Мен әдейі осы тегін сабаққа жіберіп жатырмын да, барлық адамды тегін сабақты көрсін, мені зерттесін, мен кіммін. Мен тоже біреулер бар ғой, қаншама кісілер алады да тоже алдап кетуі мүмкін ол адамдарда. Сол үшін мені кім екенімді бірінші көрсін, зерттеп алсын. Курс туралы мен айтамын,
Курс ашылады, бүгін ашылып тұр уже. Мінекей қазір курсқа сатылымды да бүгін бастайтын боламыз. Сол үшін мен жақсылап зерттеп алыңыздар, сіз мен кім екенін мен білімді зерттедіңіздер. Менің қандай отзывтарым, каналдарым, шәкірттерім бар екен бәрін көрдіңіздер. Енді курс туралы сұрап жатқан кісілер болса, курстарға қатысты мен ақпаратты берейін. Ал енді сапалы білім алғыңыз келетін болса, давайте чатқа жазыңыздар, плюс деп жіберсеңіздер, от жіберіңіздер, немесе білмеймін, плюс жібересіздер ма, жіберсеңіздер, мен ары қарай жалғастырайын. Давайте чат ашып, чатқа жаза беріңіздер. Кетіп жатыр екен. Кетіп жатыр. Дәлелдедің. ютубтағы ақшаны қалай шешеді? Ақсел, Зейнеп, Жеңіс деген кісілер. Все, түсінікті, әдемі, өте әдемі. Ал олай болса, жаңа курс туралы сұрақтар болатын болса, мен әдеміліп түсіндіріп бере салайын, кімдерге арналған, кімдерге арналмаған, қандай нәрселер бар, полный түсіндіріп берем. Алам десеңіз де, алмайм десеңіз де, просто тыңдап шықсаңыздар болады. Ал кеттік. YouTube-пен миллион атты өзімнің курсыма, авторлық курсымда мен таныстырып кетемін. Бірден айтайын, бұл барлық адамға арналмаған. Барлық адамға арналмаған. Значит, отқанның барлығы ол курс алуға жарайды деген сөз емес. Арналмаған кісілер кімдер? Біріншіден, YouTube арқылы табыс табуды әлі де қиын, мүмкін емес деп ойлайтындар болса, керек емес уже. Мен дәлелдеп жатырмын, шәкірттерімді көрсетіп жатырмын, әлі де сенбейтін ондай адамдар болса керек емес. Сиқырлы таяқша іздеп бір өмірден бір 500 теңге тауып алсам екен деп жерден бірдеңе іздеп жүретін болады ондай бір өмір. Бір көмектесіп қалатын шығар деп. Ондай адамдар маған тоже керек емес. Бәрін білетін білгіштер керек емес. Бір айда бір видео салып мен ойбай ютубтан ақша көп аламын деген нәрсе ол да ондай керек емес. Ол жерде де кәдімгі табандылық керек, жұмыс керек деген сияқты. Ол эксперттік бағыттарда может бір видеомен нормально ақша табуға болатын шығар. Ал монетизациядан ондай болмауы мүмкін, әртүрлі енді просмотрға қарай. Және де қазақша, просто да қазақша байып кеткісі келетіндер болады ғой. Ондайларға арналмаған. Егер жаңағыдай кісілер болатын болса, онда қазір эфирден шығып кете салыңыздар. Сізмен айтайын. Ал енді курс кімдерге арналған? Осы туралы айтайын. Курс мына тұрған осы жердегі жазылған кісілерге арналған. Мемлекеттік жұмыстан шаршаған кісілер болса, пожалуйста, сабаққа келіңіздер, еш нәрсе болмайды. Табысын арттырып, долларлап табыс тапқысы келетін кісілер болса, үйде отырып жаңа табыс тапқысы келетін кісілер болса, тамақ пісірген, түсіріп, тігін тіккен, балалармен жұмыс жасаған, ютубқа жұмыс жасау арқылы. Мәке сәкеге байланбай осыған дейін пысықсынып өздері бүйтпейді жұмыс жасап жүрген кісілер болатын болса, олар ондай кісілерді вообще жақсы көремін мен. Жалпы ютубты бұрыннан бастап табыс тапқысы келетіндерге, пенсионерлер болсын, жалпы ол жағынан ешқандай разница жоқ. Өйткені менде кішкентай балалардан үлкен жастағы пенсиядағы кісілерге дейін барлығына оқытып, онлайнда, офлайнда оқытатын ойлаңызшы. Офлайнда оқыту деген енді ол оңай емес ол. Мен 4 поток өтіп тастадым уже офлайнда. Егер дұрыс емес болса, сол кезде жауап тастайтын ғой офлайнда. Онлайн өтсе бердім ғой. Уже барлық жағынан уже пістік деген сөз. Қай жастағылар болса да. Жалпы өзіңізді көре алған шығарсыз, өзіңізді көре алдыңыз ба? Өзіңізді көре алсаңыз, бұл курс сізге арналған. Курсымның ішінде не кіреді? Мінекей қарап алыңыздар, скринде алыңыздар. Курсым 7 модульдан тұрады. Арнайы платформа, өзімнің жеке платформам, оны ешкім бұза алмайды, ешкім тарата алмайды. Жеке платформа. 82 видео сабақ бар. Ойлаңызшы, осыдан алдындағы платформа, басқа алдындағы потоктағы кісілер ол сабақтарды алған жоқ. Оның алдындағы потоктарда ол қанша 45 па сондай сабақ болған тұғын, 45 сабақтар. Оның басындағы кісілер болған, менде 15 сабақ болған кездерде болған. 15 сабақ, 30 сабақ біртіндеп ай сайын, апта сайын қосылып жатыр. 82 сабақ. Может ол сіз аласыз сабақты, келесі айда тағы да сабақтар қосылуы мүмкін деген сияқты. Қазір 82 сабақтар ішінде. 4 күндік офлайн сабағым бар еще. Офлайн сабақ, 6 онлайн зум сабағым бар. Каналдарға жеке разбор жасаймын. TikTok'та мен сырттай жасайтын тұғым разборларды. Қазір мен ішінен жасаймын бұл жерде. Ол уже басқаша әңгіме. Кураторлардан кері байланыс. Кураторымыздың өзі өте жоғарғы деңгейдегі куратор. Мен деген эксперттерден осып келеді, керек десеңіз. Монетизацияға қосылғанша, және де монетизацияға заявканы мен өзім жіберіп беретін боламын. Ерекшелігімді қараңыздар. Сертификат менімен жеке байланыс болады. Instagram, TikTok, американский YouTube канал барлығы осының ішінде болады. Түсінікті, Курстың модульдарын түсіндіріп кетейін. 7 модульға не кіреді екен? Так, жақсылап қарап скриндеп алыңыздар, түсініп аласыздар сол кезде. Бірінші модульда жалпы біз YouTube'да не екенін полный ашып түсінеміз.
ол жердегі ережелерді түсінеміз. Мен қазір айтқан ақпараттарымды бір 2 сағаттың ішінде бәрін сыйдырып жатырмын ғой. Ол жерде мен ашып әдемі түсіндіремін. Нишамызды таңдаймыз, қалай таңдау керек, нишаға қатысты бірнеше сабақтар бар, сайттар бар деген сияқты. Әдемі қылып бірінші тақырыбымызды полный ашып біліп аламыз. Екінші, каналды ашамыз. Телефонмен қалай ашамын, ноутбукпен қалай ашамын, қалай настройка жасаймын. Қараңыз, каналдың настройкасы, настройка жасаудың техникалары, фонетика барлық сабақтың осының ішінде. Каналға настройка жасау. Үшінші модульдің ішінде шапка, логотип, обложка жасаудың барлығы осының ішінде. Телефонмен қалай жасаймын, компьютермен қалай жасаймын, барлығы әдемі сабақтарда да түсіндіріліп қойған, офлайн сабақтарда дәл осылай түсіндіреді. Төртінші модульдің ішінде негізі мобилография көбі. Мобилографиядан бөлек план бар, қалай видео түсіруіміз керек, немесе қалай ютубты қалай жүргізуіміз керек, жалпы алгоритм қандай, монтаж жасау. Қараңыздар, монтаж жасайды, қандай приложениелер жақсы, обзор жасаймыз ішіне, музыканы, текстті, барлық кәдімгі. Жаңа айттым ғой, менде үлкен кісілер болғаннан кейін ішінде үлкен кісілерге де ыңғайлы қойып қойғанда, мен қалай монтаж жасайды, қайсысы андай мындай бәрі түсінікті четко қылып қойдым. Бұрында ондай емес сабақтар, қазір біртіндеп уже мықты деңгейге көтерілді. Бесінші модульдің ішінде ютубқа видео жүктеу. Мына жерде енді потолок сабақтар бар. Қараңызшы, видео IQ деген сабақтар енді вообще сайттар, потолок сайттар. Логика, маркетинг деген сабақты міндетті түрде көріңізші. Бұл сабақ енді бомба. Маркетинг деген енді бомба сабақ қой, бомба. TikTok-тың маркетингін, Instagram маркетингін, YouTube-тың маркетингін түсініп аласыз. Логика, YouTube-та логикамен жұмыс жасамасаңыз, тоже YouTube-та видеоңызды рекомендация шығарамайсыз. Логика, мына 2 сабақ ол енді потолок. Видео IQ енді тоже мықты сабақ, өте мықты сабақтардың бірі. 6-шы модульдің ішінде продюсерлік сабақтар. Блогерлермен, әншілермен қалай жұмыс жасаймыз, олардың аналитикасын қалай көреміз, американский YouTube каналды қалай жүргіземіз, соған қатысты ақпараттар. Проект іздеу, проект табу жолдары, құпия бонус сабақтар, авторлық құқыққа қатысты сабақтар, продюсерлік сабақтардың барлығы осының ішінде тұрады. 7-ші бізде бонус модуль сабағымыз, бұл нейросет. Ойлаңызшы, нейросет. Жаңа мен 2-3 ғана айттым ғой, бір шет жағасын. Мына жақта енді таза бір 15-тен жоғары нейросет бар. Мощный. Нейросет сабақтары енді бұл, білмеймін, нейросет сабақтарын үйретіп жатқан ешкім көрген жоқпын әлі. Нейросетті де жеке қылып үйретіп жатқан шығар. Мына жерде енді бұл баршы потолок, YouTube-ға қатысты, TikTok-қа қатысты, Instagram-ға қатысты нейросет сабақтары. Мына кісіде Сандуғаш деген кісіні қараңыздар, 1600 подписчикпен қазіргі таңда 180-200 мың теңгеге дейін табыстап отыр. Мінекей аналитикасын көрсеткен өзі, аналитикасы маған жіберген 180-200 мың теңгеге дейін. Бұл кісілер, бұрынғы кісілер ғой, шамалы ертеректегі, ол кісілерде нейросет сабақтар болмаған, ол кісіде 30 сабақ қана болған шығар, ол кезде мына кісілерде оқыған кісілер. 30 ғана сабақ болған шығар, бір жылғы бұрынғы шәкірдім ба, білмеймін қай жылғы шәкірдім екен. Сол кездегі алғашқы тапқан табысының өзі 180-200 мың теңгеге дейін көтерілген. Курстан жалпы қандай нәтижеге шығасыздар? Жалпы нәтижелеріңізді қарап алыңыздар, жазып алыңыздар, скриндеп алыңыздар. Курста қандай нәтижеге жетесіз? Просмотр және де оқырман санын арттырасыздар. Просмотрды, подписчикті көбейтесіздер. Авторлық құқық қорғау туралы толық түсінесіздер, өзіңізді қорғай аласыздар, каналыңызды қорғайсыздар. Үшінші, 2 аптада және де 3 айдың ішінде монетизацияға қалай қосамыз, осы аралықтың ішінде соған қатысты техникалардың барлығымен бөлісетін боламын, полный әдемі түсінетін боласыздар. Төртінші, әр видеоңыз ол өтетіндей, тақырып көп просмотр жинайтындай, тақырыптарды қалай видео монтаждауды, қалай техникаларын жасауды бәрін осының ішінде түсінесіз. Бесінші бұл жалпы видеоны қалай монтаждаймын, съемканы қалай жасаймын, дәл осыған қатысты. Алтыншы, нейросеттерді қолдану арқылы конкуренттерден алдыңғы орында жүру, осы туралы әдемі түсінетін боласыздар. Мощный тақырыптар ғой, қараңызшы. Курс қалай өтеді? Жалпы бізде WhatsApp чат болады, ол WhatsApp чат енді сабақ ол жерде өтпейді. WhatsApp чатымыз біздің просто сұрақ жауап ретінде түсінбеген жерлерімізді жазатын жерде, ол жерде жаңағы сондай бір общение деген сияқты өзіміздің сондай бір ортамыз. Біздің кәдімгі поток болып ортамыз. Ары қарай біздің негізгі өзіміздің платформамыз болады. Ол жерде платформаға бізден сабақ мынандай болады, мысалы 4 күндік офлайн сабақ болатын болса, 4 күндік офлайннан кейін 1 ай онлайн сабақ, ары қарай 1 жылға дейін платформаға доступ болады. Онлайндарда жаңағыдай 1 айға дейін онлайн болса, ары қарай 1 жылға дейін платформаға доступ деген сияқты. Жалпы мына жерде доступтарын қараңыздар. 3 айдан бастап 12 айға дейін доступтар тұр. 82 видео сабақ бар. 2024 жылдағы ең өтімді нишалар бар. Қалай нишалар өтеді? Және де практик ютубер кураторыңыз болады. Куратордың өзі өте жоғарғы деңгейдегі куратор.
менімен жеке разбор бар. 4 күндік офлайн сабағымыз. Алматыда 2 рет менімен онлайн, аптасына 2 рет менен 2 рет онлайн және де офлайн. Ол біздің 4 күндік офлайннан кейін онлайндарға аптасына 2 рет менің Zoom сабағым бар. Және де нәтижеге жеткенге дейін менің өзімнің кері байланысым, Коратадан кері байланысы, команданың кері байланысы. И арнайы біздің сертификатымыз. Сертификатымыз мінекей қараңыздар, өте керемет жасалған. Бұл біздің YouTube маман деген біздің сертификатымыз. Мына біздің 4 күндік 4 потоктағы офлайн сабақтарындағы шәкірттерімді көрсете салайын. Мына біздегі бірінші потоктағы кісілер офлайндағы. Онлайнда енді қаншама поток бар ғой, енді офлайнда мен 4 поток бар. Бірінші потоктағы кісілер әртүрлі жастағылар. Екінші потокта көбінде жастар болған, екінші потокта. Үшінші потокта үлкен кісілер болды көбінде. Төртінші потокта тоже әртүрлі жастағылар болды. Жалпы менде енді әртүрлі жастағылар болады. Мектеп оқушы, 10 оқитын, 11 оқитын баладан бастап, үлкен пенсиядағы апаларым да, аталарым да келіп жатады. Неге мына жердегілердің бәрі, ана кісілердің бар пенсиядағы кісілер. Үлкен кісілердің барлығы осы YouTube-қа келіп жатыр. Жалпы офлайндағы кісілерді көрдіңіздер, иә? Неге мынау енді менің шәкірттерімнің бірі Абукай деген каналдың авторы, қараңыздар, айына 1 миллион 200 дейін табады ғой бұл кісі. Өйткені бұлда клип просмотрлар жақсы, трендті жүреді постоянно. Айына бір ең жақсы тапқаны 1 миллионға дейін тапқан. Ол енді жиналып тапқаны болу керек, жақсы 1 миллион 200 мың теңге тапқаны. Енді салыстырып көрейік. Чатқа жазып отырсыздар ма? Өзі чатқа жазып отыр ма? Мына жерде оттар келіп отыр, әлі жаңағы ма деп ойлап тұрмын. Чат ашып тұра берсін. Салыстырып көрейік. Егер ешкімнен білім алмай, өзіңіз YouTube-қа кіріп өзіңіз жасайтын болсаңыз не болады? Сізде YouTube канал бар ғой, мысалы, әлі жүрсіз ғой, мысалы, әлі күнге дейін. Егер өзіңіз әлі сөйтіп жүре беретін болсаңыз, немесе өзіңіз бастайтын болсаңыз не болатын еді? Біріншіден, жылдар бойы мен сияқты уақытыңызды өткізесіз. Уақытыңыз өтіп кетеді. Может, енді сізде, может, менің шыдамдылығым ұстап қалған шығар, сізде шыдамдылық бола ма, болмай ма, кім біледі. Осыны ол жерде шыдамдылық, ұзақ уақытыңыз кетіп қалуы мүмкін. Табыс таппай жүріп қалуыңыз мүмкін, бір нәтижеге жетпей қалуыңыз мүмкін. Жалпы бір өзгеріс жоқ, сол қалыпта қалып кетесіз. Ол енді белгілі нәрсе. Ол көбінде енді қасында бір сүйрелеп кері байланыс жасап отпағаннан кейін сондай болады адамда. Ал енді басқа кісілерге енді мен гарантия бермеймін, басқа кісілердің. Ал менен білім алатын болсаңыз, мен осы нәрселерге мен гарантия беремін. Не нәрсе ол? Ең жылдам нәтиже беретін өзімнің авторлық жалпы курсым, ең мықты практика ретінде қолданған. Мен эксперттермен де, бизнесмен де, әртүрлі темамен бәріне практика барысында жинаған. Мен бір ғана каналымды жинап, осынша подписчик жинадым деп айтқан жоқ, мен бір-ақ каналды жүргізіп, мен қаншама бағытта каналда жүргізу арқылы жинаған практикам. 15 жас пен 70 жастағы кісілердің барлығы қолданады. Барлығына ыңғайлы. Өйткені өзімде атам мен әжемнің баласы болғаннан кейін, может, ол да бір сөйлеу мәнерім соған келген шығар, әдемілеп барлық жастағыларға үйренген шығармыз. Одан бөлек жаңа офлайн сабағымда да мен мектептен бастап үлкен кісідегі барлығы келіп жатыр ғой маған. Сол үшін маған бұл әдемі бір практика болып қалыптасып қалды. Онлайнда енді қанша уақыт болды жүргенімізге. Жалпы енді жеке авторлық өзімнің жеке курсым, монетизацияға шыққанға дейін өзім кері байланыс жасаймын, монетизацияға өзім қосып беремін. Сізге шәкірттеріме өзім заявка жіберіп беремін. Нейросеттерді YouTube-та қолдануды үйренесіздер, офлайн сабақ болады. Бұған менің өзімнің шәкірттерім ол дәлел. Неке Нұргүл деген шәкіртімді қазір видеосын дайындасаңыздар, тоже Нұргүл деген шәкіртім осындай бір отзыв жіберген тұғын. Жалпы бұл кісі курстың басында бір 30 сондай ғана просмотрлар жинап жүрген тұғын. Кейін курсқа алғаннан кейін бірден просмотрлар 170 мыңға дейін, 30 мыңға дейін бірден көтеріліп кеткен. Неке өзі қараңыздар, курсқа дейінгі просмотрлар қараңызшы, 60, 30, 70, 40 деген просмотрлар. И курстың уақытында осындай 33 мың, 170 мың деген сияқты барлығы уже жақсы просмотрлар. Оған қатысты өзі де отзыв жіберген. Давайте видеосы болса қойып жіберейік. Сәлем оқырман, менің есімім Нұргүл. Даналсыз YouTube каналының авторы боламын. Асылжан Мырзаның курсынан кейін жалпы мен монетизацияға 2 күнде қосылдым. Курс туралы айтатын болсам, өте керемет, түсінікті, нақтыланған. Табысты болыңыздар, сіздерге тілерім сол, өте белсенді болыңыздар, активный, позитивный болыңыздар. Сонымен қатар менің мақсатым YouTube-тағы қазақша контенттің сапасын жоғары деңгейде көтеру. Жалпы көрдіңіздер, 2 күннің ішінде жақсы нәтиже көрсеткен, 2 күнде монетизациясын қосып тастаған кісі. Жалпы енді курсқа тоқталайық. Курстың пакеттерін көрсетейін, бағаларын көрсетейін. Сразу скриндап алыңыздар, сразу жазып алыңыздар,
Жалпы мінекей көрсетіліп тұр сіздерге. Бізде пакет, екі түрлі пакет бар. Премиум және де VIP. Премиум пакеттің ішінде сабақтар 82 сабағымыз, қосымша материалдарымыз, сабақтарға 6 айға дейін доступымыз, арнайы платформамыз, куратормен жұмыс болады, 6 айға дейін Zoom сабақ болады. Мен тамағым не болды? Zoom сабағымыз, сертификатымыз, бонус сабақтар, TikTok, Instagram сабақтар болады. Бірақ енді бір қызықты айтып берейін. Бұл жердегі ерекшелік, енді VIP-та нейросет сабақтары бар ерекшелігімен, және де бір жылға дейін доступ бар бұл жерде. Бонус сабақтарымыз, американский YouTube каналдарымыз барлығы сондай ерекшеліктермен бар. Енді бұл жердегі бір қызығы премиумды онлайн сабақта, Zoom сабақта барлығын куратор өтеді. Мен ол жерде бір Zoom сабақ өтіп берем. Полный біткеннен кейін мен Zoom сабақ өтем. Премиумда. Сабақ, бірақ менің сабақтың барлығы менің сабағымды көргеннен кейін күнделікті өзі Zoom сабақты куратор өтіп отырады. Ол премиумда. Ал VIP-та мен Zoom сабақты өзім өтіп отырам. Бұл жерде VIP онлайн және де офлайн болып бөлінеді. VIP-тің офлайнында мен Алматы қаласында тұратын кісілер міндетті түрде офлайнына қатысыңдар, өйткені 4 күндік офлайн бар, ары қарай онлайн сабақ болып кетеді. Ал VIP-тің онлайн да бар. Бірден онлайн, бір ай онлайн сабақ, ары қарай бір жылға дейін доступ беріледі, кері байланыс болады деген. Көрдіңіздер, жалпы екеуінің бағаларын да көрсетемін қазір. Сіз жалпы қай тарифта оқығыңыз келетінін айтып қойыңыз. Нейросет сабақтары ол бізде VIP-тің ішінде. Кейбір кісілер болады, нейросет сабақтары үшін соған бола VIP-ке ауысқан кісілер болады. Сосын айтып кетейін, нейросет сабақтары, американский YouTube каналдар бір жылға дейін доступ, және де менімен сабақтың барлығы ол менің Zoom сабақтарым ол VIP-тің ішінде. Ал премиумда мен 1-2-3 ағырет, максимум 3 ағырет өтем Zoom-ды. Курс жалпы курс бір ай көлемінде болады, бірақ сабақтарды 6-12 айға дейін сіздер қайталап көре аласыздар. Яғни осы уақыттан келесі жылы осы уақытқа дейін сабақты көресіз ғой. Келесі уақытқа дейін осы сабақта тұрмайды ол. Ай сайын бізде сабақтар өзгеріп жатыр, новый сабақтар қосылып жатыр. Новыйдан сабақтар қосылып жатыр. 82 сабақ емес, алдыңғыда біз осының алдындағы потокта бізде 42-45 сабақ болғандықтан. Қазір 82, может тағы да 40-тай сабақ қосылды да. Келесіде тағы бір 20-40 сабақ қосылуы мүмкін келесі айда. Сосын сабақ қосыла береді күнде. Бағаларын қараңыздар. Бағалар сіздерге қалай? Премиумның бағасы 249 мың теңге, VIP-тің бағасы 399 мың теңге. Әдемі ғой, әдемі. 249 мың, 399 мың. Өте әдемі баға. Өте керемет. Нәтижелерді жаңа көрсеттім. Кімде қандай нәтиже шығып жатқанын көрсеттім. Жалпы бұл жердегі ең маңызды нәрсесі, сіз премиумды алсаңыз да, VIP-ті алсаңыз да, сізге мен 100% гарантия берем. Сіздің каналыңыз монетизация қосылғанға дейін сіздің каналыңызды біз монетизация қосуға дейін көмектесеміз. Монетизация қосылғанға дейін біз сізге кері байланыс жасаймыз. Қараңыз, монетизация қосылғанға дейін сізге 100% гарантия беріледі. Кез келген кім адам қосады, барлық адам монетизация қосады. Гарантия. Премиумды алсаңыз да, VIP-ті алсаңыз да. Енді бұл жерде барлық нәрсе енді тәуекелге байланысты, тәуекел ету керек. Міндетті түрде тәуекел болу керек. Енді ешкім аспаннан салбырап түскен жоқ. Мен де мына жерге аспаннан салбырап келген жоқпын ғой. Мен де жаңа жолдарда жүріп келгеннен кейін біз енді рисковать еттік. Алматыға келген кезде де ешкім танысым жоқ, ешкім жоқ. Келдім ғой мына жаққа. Келгенде де енді барынша тәуекел жасап келгеннен кейін өзі жаймендеп жол ашыла береді. Сол сияқты сізде бірінші қадам басқаннан кейін екінші жол ашылады. Енді мен ветеринар саласына келген кезде мен YouTube маман болам деген ой болмаған менде. Жаймен деп бір қадам бастым, сөйтіп ашылып осы салаға келдік енді. Сол сияқты тәуекелге қатысты Әл-Имран сүресінің 159 аятында мынандай деген, былай деген: егер бір іске бел байласаң, Аллаға тәуекел ет. Сөзсіз Алла тәуекел етушілерді жақсы көреді. Тәуекел түбі жел қайық өтесін де кетесін дейді. Тәуекелде береке бар деп айтады. Сол үшін тәуекел ол ең маңызды нәрселердің бірі. Және де шәкірттерінің бірі Көше деген каналда айтып кете салайын. Алғашқы тапқан табысы $500, $564, енді бір примерно 200 мың, 300 мың теңгенің жобасында. Енді мына жерде енді қаншама кісілер эфирден шығып кетті. Мен көріп отырмын, кім қалды, кім шығып жатыр. VIP сабаққа қосыламын, VIP деп сұрап жатыр екен ол. Бөліп төлеуге бола ма дейді мына жақта. Жалпы енді мына жерде қазір қаншама кісілер эфирден шығып кетіп жатыр, мен көріп тұрмын. Енді мен осы жерге дейін отырған кісілерге бір жеңілдік жасайын ба, бір соны или баға нормаль ма, осыны бір айтып кетсеңіздер. Жаңағы баға қалай? 399 мың, 249 мың, сол баға сіздерге нормаль ма? Баға енді
почти нормально шығар, өте әдемі ғой. Енді нәтижеге жеткенге дейін мен көмектесетін болсам 200-300 мың деген ол былай қарасаңыз бір айдағы табыстар ғой, қатты бір не емес. Сол үшін мақұл, енді ол кездегілер болмаса да хотя бы осы жерге отырған кісілерге мен бір жеңілдік жасайын ба. Жеңілдік керек болса, давайте чатқа жазыңыздар. Мен чатты қарайын. Бізде де уақыттар жеңілдік дегендер уже басталды. Жеңілдік. VIP-қа скидка жоқ па дейді. Әдемі ғой, бағасы күшті емес па? Давайте онда керек дейді, скидка дейді. Давайте осы жерге дейін отқан кісілерге менен бір мощный бір скидка жасайын сіздерге. Курс тарифтерін жаңағы жақсылап қарап алыңыздар. Сіздерге супер жеңілдік. Мінекей 249 мың теңге, 399 мың теңге курстың бағасы. Скидкамен 189 мың 299 мың теңгеге дейін, яғни 100 мың теңгеге дейін төмен түсіп кетті. Баға өте әдемі, 299 мың 189 мың теңге өте әдемі баға. Тағы да бір керемет сіздерге ұсынысым бар. Жалпы жеке оқуға менде 2 адамды алам. Жеке оқу деген менде тоже тағы тариф ашылады. 2 адамды алам бірақ. Бұның ерекшелігі қандай? Мынаны қараңыздар. Бұл жерде енді жеке менторстволық, яғни жеке продюсерлік сабақ бұл. Яғни мен сіздің YouTube каналыңызды 3 айға дейін мен жүргізіп берем. Ойлаңызшы, сіздің YouTube каналыңызды мен жүргізем. Мен мысалы басқа біреулердің каналын жүргізетін болсам, оларға 500 мың теңге деп айтамын мен мысалы, 1 айға жүргізуге. Оларды мен 3 айға дейін мен сіздікін жүргізіп берем. Ойлаңызшы, 3 айға дейін сіздің каналыңызды мен жүргізіп берем. Сізге мен тапсырма берем. Мен бірақ анда сіздің видеоңызды мен түсіріп, сіздің монтажыңызды істеп атпаймын. Бірақ мен сізге тапсырма берем. Мынандай тақырыптар, маған осы тақырыпта видео түсіріп бересің. Тура әншілердің темасы сияқты. Әншілерге мысалы маған видеосын дайындап береді, мен настройка жасаймын ғой. Тура сол сияқты. Мен сізге тапсырма берем, сол тапсырманы орындап бересіз. Мен соларды салып, настройка істеп, полный бірінші орынға шығуға көмектесемін. Және де сізге жеке үйрету барысында сізге платформаларға доступ, шексіз доступ болады, тем более. Ойлаңызшы, сабақтарға, өмір бақи сіздерге сабақтарға доступ тұрады. 1 ай, 2 ай, 1 жыл ғана емес. Өмір бақи. Ол ай сайын жаңа айттым, сабақ өзгеріп тұрады. Және де 2 аптада бір онлайн немесе бір офлайн кездесіп отырамыз. Офлайн кездесетін болса, вообще күшті, онлайн болса, онлайн кездесе береміз. Жалпы доступты, шексіз доступымыз, Instagram, TikTok, нейросет сабақтардың барлығы, жалпы VIP-тағы сабақтың барлығын сіз аласыз. Гарантия ол 500 мың теңге табыс тапқанға дейін кері байланыс болады. 500 тапқанға дейін біз сізбен жұмыс жасаймыз. Өте әдемі, өте керемет. Не? Пакет жақында ашылды. Осы пакетті аштым. Бұл пакет енді кейбір кісілерге керек шығар, өйткені біреулер енді болады, ақша бар, бірақ жұмыс жасауға мүмкіндік болмай жатыр, істеуге мүмкіндік келмей жатыр. Онда осы пакетке жұмыс жасаңыздар. Бұның бағасы енді менде 500 мың теңге ғой айына. Сонда 3 айға 500 мың теңгеден 1,5 миллион теңге болады. Бірақ бұны мен скидкамен, жеңілдікпен 770 мың теңгеге түсіремін. Сіздің каналыңызды жүргіземін, сізге жеке менторстволық сабақ болады. Топпен, мыжы болтпайсыз да. Так, кеттік. Одан кейін менің шәкірттерімді көрсетейін. Мощный мына кісі енді Ростоврит деген жігіт, 11 сынып оқитын жігіт. 11 сынып оқиды, бір айда 224 мың теңге деген ол не деген сұмдық ол? PUBG ойнайтын жігіт осы жігіт қой, жаңа айтқан. Телефонмен экран записьті қосып PUBG ойнап отырады. Подписчигі де қазір осыдан қанша уақыт болды түсіргенімізге. Қазір одан да подписчик асып кеткен. 200 мың теңге. Енді алғаш тапқан табысы. Мектеп оқушысының өзі осындай. Анар деген кісінің өзі кеше жазып жүрген, маған жекеме де жазды. Инстаграмға да саған тұғым. Бұл кісі қазір 1000-нан подписчигім асты, 4000 сағатқа жетіп қалдым. Монетизацияға қосуға жақындап қалды деді. Осы кеше ғана осы. Одан кейін не деді жаңағы? Тағы да мысалы басқа біреулердің YouTube каналдарын жүргізіп, мен уже ақша тауып бастап жатырмын деді. Продюсерлік бағыт. Еще бұл кісі тағы мен курстарды, курс қылып жасау, сату, мен курс қылып сату менің жоспарымда бар деп жатыр да. Скоро менің конкурентім болуы мүмкін. Мен жұмыс жарысатын конкурент болады скоро. Құдай қаласа. Мен қатысқым келеді, бірақ толық төлем жасауға ақшам болмай тұр дегендер болса, давайте жазыңыздаршы. Мүмкіндік бір болмай жатқан кісілер бар ма? Егер оқысы келіп тұр да, енді оқыңыз келіп тұр сіздің. Шынымен бір оқысы келіп тұрған кісілер бар, сабақты алғысы келіп тұрған, может білімге нақты көздерін жеткен кісілер бар. Бірақ әлі де бір андай бір мүмкіндік болмай жатыр да, бір ақша болмай жатыр. Сондай бір кісілер болатын болса, давайте чатқа жазыңыздаршы. Чатта белсенді болып отырыңыздар. Мүмкіндік болмай жатса, чатқа мен деп жазыңыздар. Менде мүмкіндік болмай тұр деп. Егер сізде толық төлеуге, ақшаны толық төлеуге мүмкіндік болмаса.
бар дейді, берік деп кетті уже. Чат жаңағыдай 30 секундқа кешігіп жатыр ғой. Енді келіп жатыр. Иван деген кісі, вообще потолок аты екен жаңағы Иван деген кісі. Ақшам болмай тұр, ақша керек дейді мына жақта. Менде болмай тұр ақша деп жатыр. Аха, мен басталды. Ал олай болса, сіздерге арналған, дәл қазір сіздерге өте керемет мүмкіндік мен ұсынатын боламын. Бұл керемет, жалпы бұдан айырылып қалуға болмайды. Бұл 12 айға бөліп төлеу. Яғни сізде қазір курсқа алатын болсаңыз, оны сіз осы айда төлемейсіз, келесі айдан бастап сіз курстың ақшасын төлейсіз. Және де ақшаны 12 айға бөлесіз. 12 айға бөліп төлейсіз. 12 айға бөліп төлегенде, примерно жаңағы баға қанша болады енді бөліп төлегенде. Одан кейін тағы да сіздерге арналған менде жақсы жаңалық бар. Жақсы жаңалығым бар. Эфир уақытында жаңағы бағаны айтқан кезде көп кісілер шығып кетті, мен қарап отырмын. Эфир уақытында дәл қазір мощный жаңалық қараңызшы. Эфирдің уақытында 10 минут уақыт беремін мен қазір. 10 минут уақыт беремін, маған телефонды береді. 1000 теңге предоплата қалдыратын кісілерге мен тағы да арнайы жеңілдік істеймін. Вот. 1000 теңге 10 минуттың ішінде. Давайте. Мынаны енді шығып кетпей, экраннан шығып кетпей, эфирден шығып кетпей жақсылап қараңыздар. Қазір потолок айтылатын ақпараттар болады. 10 минутта 1000 теңге предоплата. 1000 теңге предоплатаны сіз предоплата бронды жібересіз. Жібергеннен кейін егер сізде жаңағы рассрочка шықпай қалып, сондай бір жағдайлар қайтып курсты алғыңыз келмейтіндей жағдай болып жатса, онда 1000 теңгеңізді қайтадан өзіңізге жібере саламыз. Бізге 1000 теңге керек емес, ол 1000 теңгеге біз қатты неғып тұрғанбыз, жалпы бізге шәкірт керек. Ол үшін де риск жоқ, сіздерден 1000 теңге жасайсыздар, егер болмай жатса қайтадан жібере саламыз өздеріңізге. Түсінікті, иә? Мінекей курстың бағасын қараңыздар. Мен уақытты айтамын қазір, бәрін бағасы өзгереді. 10 минуттың ішінде. Кеттік. 189.299 мың. 139.249 мың теңгеге түсті. Айына 11.500 теңге. 20.700 теңге. Жеке менторстволық 450 мың теңге. Потолок. Bir айда 500 мың теңге. Bir айдағы баға жетпейді ғой, 3 ай мен сіздің каналыңызды жүргізіп беремін. 12 айға бөліп төлеу бар еще. Сонда күнге бөлетін болсақ 206 теңгеге қойлаңызшы, 200 теңге. Күнде бір 200 теңгеңізді қалтаңызға салып жүріңізші, бір айдағы ақша жиналады екен. 200 теңге деген қақ кетпей жатыр, былай қарасаңыз. Bir шайды сатып алуға, мысалы жаңа бір кафеде отырып шай іштік 1500 теңгеге. Bir чайға да жетпейді ғой 200 теңге. Одан бөлек курста дәл қазір 2 адамға жолдаманы осы жерде брон 1000 теңге брон жасаған кісілерге дәл осы Дубайға 2 адамға жолдаманы осы кісілердің арасында ойнатылатын болады. Сабаққа қатысқан кісілердің ішінде болатын болады. Түсінікті, бір адам ұтатын болса, 2 адам болып бара алады. Қасына бір адам алып барады. Дубайға жолдама, тегін 2 адамға жолдама. Жалпы түсінікті, эфир уақытында брон жасап, тіркелгендер арасында осы Дубайда ойнатылатын болады. Бірден айтайын, предоплата алғашқы 10 адамнан ғана қабылдаймыз. 10 адамда. Курстың бағасын жаңа көрдіңіздер. 10 адам дайын болсаңыздар, экранға қазір реквизит шығады. Сразу скрин ұстаңыздар, сразу маған жібер. Сразу маған нені бересіз телефонда. Бірден қарап отайын, қазір 10 адамнан асып кетуі мүмкін айтпесе. Жібере сал. Каспиді ашып қоя сал. Ал, дайынсыздар ма? Кеттік. 1, 2, 3. Go. Мадилхан әр деп шығады. 4400, если Каспидің номері болатын болса, ал телефон номері болатын болса 8701-113-81-60. Дәл осы жерді скринді алыңыздар, тез-тез сөйтіңіздер, 1000 теңге предоплатаны жіберіңіздер. Егер рассрочка шықпай жатса, жаңағыдай баға болмай жатса, онда сіздер келмей жатса, курс алмайтындай болып жатса, 1000 теңгені қайттан сізге мен жіберемін. Ал мен қарап бастадым. Так, кетті. 1000 теңге келетін болса, мен мына жақтан қарап отырам. Ал, давайте басталды. Так, мен мына жақтан қарап қосып қоя салайын. Екеуін де бірден қойып қойсайын мына жерге. Так, Каспиге кіріп қойайын. Кетті ал. Мен басқа жақта шығып отырмын ма? Так, Ол болсын К біреу кетті. Гүлдана А екеу кетті. Все, 2 адам кетті уже. 2 адам кетті. 10 адамға ғана 8 орын бар. Раушан С 3-ші адам кетті. Неге Раушан С, Гүлден Н курс деп жазып шықты. 4 адам кетті.
Бесінші Асел Б деген кісі. Тоже мінекей 1000 теңге. Асел Б деген кісі. 5 адам кетті. Давайте 5 адам кетті. Скриндап алдыңыздар, ә? Скриндап алдыңыздар. Жалпы 1000 теңге брон жасайсыздар. Егер 1000 теңге, егер сіздің рассрочка шықпай қалып жатса, басқа болып жатса, курс алмайтындай мүмкіндік болып жатса, онда үйде бір жағдай болып қалып жатса, тағы проблемалар болып жатса, онда 1000 теңгеңізді қайтадан өзіңізге жібере саламын. Түсінікті. Одан кейін менің тағы да бір шәкіртімді көрсете салайын. Әлде көздеріңіз жетпей жатса, дұрыс түсінбей жатсаңыздар, менде бір видео бар. Асел деген кісі 4 күннің ішінде мен офлайн сабаққа келіп тұрып, онлайндағы кісілер мақұл ғой, енді айта беру мүмкін да кейде. Офлайнда келіп тұрып, қасымда тұрып айтқан кісі 4 күннің ішінде монетизация қосқан кісі. Давайте видеосы болса қосып жіберіңізші. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін бізде офлайн сабақтың 4-ші күні және соңғы күні. Бізде соңғы күні кеше Асел ханым монетизацияға заявка жіберген тұғын. Бүгін уже монетизация қосылған екен, қарап көріңіздер. Мінекей барлығы монетизация қосылған, монетизацияның белгісі көрсетіп тұр. Асел ханымды құттықтаймыз. Асел ханым бұндай жетістікке қалай жеттіңіздер көрсетіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Осылаймен жүргенмін, қалай не істеймін, не істеймін, мен самоучкам ғой өзім вообще. Осы жерге келдім, сразу монетизация келдім, енді рахмет сіздерге большое. Видео бітті ма? Жалпы 1000 теңгені жіберіп жатыр кісілер, жіберіп жатсыздар ғой 1000 теңгені. Астың жағында предоплата қалдырамын деген кнопка шығып тұрмас сіздерге қызыл болып. Сол кнопканың үстін басыңызда, чекті соға менеджерге жібере салыңыз. Сразу менеджермен сөйлесе бересіз. Қай пакет сізге керек? Жаңағы жеке продюсер, жеке менторстволық па, премиум ба, VIP па, өзіңіз сонымен ары қарай сөйлесіп кете бересіз, иә? Мен мына жақта келіп жатыр. Неше адам болды примерно, не көп мына жақта? Алтынай Ж деген кісі 1000 теңге жіберді. Ахметжан Д деген кісі жіберді. Зейнеп деген кісі жіберді. Так, 7 адам болды ма? Қанша адам болды? 7 адам болды. Асел деген кісіні көрдіңіздер, ә? Асел ханымды мен мына жерде маған жылы су әкеліп беріп жатыр. Рахмет жігіттер. Тамам, әдемі болды. Жалпы секретный техникалармен бөлісіп кете салайын. Жалпы әлі де курсқа әлі сенімсіздік тудырып жатқан кісілер мына жерде 6 минут уақыт қалыпты. 6 минут па 5 минут уақыт қалды, ә? 10 минуттың ішінде уақытта үлгеріңіздер барынша. Секретный техникалармен бөлісіп кете салайын. Жалпы курстың ішінде тағы да қандай ақпараттар болады. Жалпы монетизацияға бір айдың ішінде біз қалай қосыламыз, осыған қатысты мощный ақпараттардың бәрін бөлісетін боламын. Практикалық барысында Америка аудиториясына YouTube контент жасау арқылы 10 есе көбірек табыс табамыз. Дәл осы американский YouTube каналы туралы полный түсінесіздер. Авторлық құқық және де оны қорғау жолдары. Авторлық құқыққа қатысты 6 айда күміс кнопка алу техникасы. 6 айдың ішінде күміс кнопка. Дәл осындай күміс кнопканы 6 айдың ішінде қалай алуға болады? Және де команда мүшелерін, диктор, дизайнер, егер андай мобиловтар керек болатындай сондай жағдайлар болатын болса, сіздерге арзан немесе сондай бір алатын мүмкіндіктерді біз сіздерге тоже көмектесеміз. Қай жақтан алуға болады, алдағы уақытта керек болуы мүмкін де тағы мобиловт басқа деген сияқты. Детский контент арқылы табыс табу жолдарын. Менде Арси Мерси деген каналды мен 3-ақ видеомен монетизация қосқан тұғым. Соның мен жаңағы жолдарын көрсететін боламын. Так, шортс жүргізу, шортстың алгоритмі қандай, бір уақытта бірнеше каналды жүргізуді, TikTok жайлы, блогерлермен байланыс туралы барлығын түсіндіретін боламын. Мына жақта кәдімгідей жіберіп жатыр. Қанша кісілер жіберіп жатыр? Маймақпай У деген кісі жіберді. Ахметжан деген Д деген айттым, е? 1, 2, 3, 4, 5, Алмагүл, Әсел, Гүлмира. Неше көтті? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жекеге бір адам болмай же? Жекеге бір адам болып қойды өже. Давайте енді бір адам қалды жекеге. 9 адам болып тұр менде дәл қазір. Бір адам қалды. TikTok сабақтары, блогер сабақтарын бәрі болады. Ол түсінікті. Нейросет сабақтары ол белгілі. Команда мүшелерін бәрін түсіндіңіздер. Курста сіз 0-ден бастап толық каналды ашасыздар. Ниша таңдай алмай жатқан кісілер жаңа айтқан жерде дұрыс түсінбей алдыңыздар ғой енді көп нәрсені. Онда ана жерде детальный кәдімгі полный ашып түсінетін боласыздар. Видеоларыңызды рекке шығарасыздар. Қалай көп просмотр, қалай монетизация қосылу, қалай
әшейін бір депозит сияқты жинап отырсаңыз да бір ақшаны сол жақта түсіп тұратындай жолдарды қалай жасауға болады. Авторлық құқықты үйренетін боласыздар. Осы аралықта сіздер каналыңыздың табысын егер осыған дейін ақша түсіп тұрған болса, минимум 2 есе көтере аласыздар. Каналыңызды табыс көзіне шығарып, үйде отырып жұмыс жасау мүмкіндігін жетесіз, және де біз үйреткен техникаларды үйреніп, тоқтамай контент жасайтын болсаңыз, алтын және де күміс кнопкаларды алатын боласыз. Мінекей курстың бағаларын тағы да бір қарап қойсаңыздар, курстың бағасын тағы бір қарап қойыңыздар. Мінекей 139.000 теңге, 249.000 теңге, 490.000 теңге. Жекеде вообще патология 490.000 теңге деген не сұмдық ол? Не деген баға бұл? Тем более гарантия деп тұрған болса, мен гарантия десем жүгіріп баратын мен. Офлайн сабақ десе вообще жүгіріп баратын мен. Офлайн сабақты анамына отам, офлайн сабақ отамайды. Онлайн сабақ өту мақұл, енді сабақты беріп қойып, үндемей жүре беруге болады шығар. Сабақты беріп қойып, үндемей қашып бірдеңе қылып, зум сабақ өтпесем де. Негізі да, офлайн сабақты ол өту деген ол любой адам өзіне уверенный боламайды оған. Офлайн сабаққа уверенный боламайды. Уверенный оқытып отқаннан кейін ол жалпы сенім артуға болатыны белгілі. Если мен офлайн сабақтан мен қорыққанымда, немесе офлайн сабақты бірінші потокта мен егер дұрыс емес, мен қолымнан келмейтін болғанда мен бірінші потокта жауып тастайтын. Екінші поток, үшінші поток, төртінші поток жалғасып келе жатыр. Ертең өзі бесінші поток, алтыншы поток жалғасып келе береді. Түсінікті? Жалпы реквизитті көрдіңіздер. Бақытжан Ш деген кісі жіберді. Маған уже 10 адам болып қойды ғой. Бақытжан Ш деген 10 адам толып қойды өзі. 10 адам толып қойды несеміз. Жалпы енді бір әлде мысалы мен чатты ала салайын былай. Андай кісілер бар ма? Егер сабаққа әлі де чатта жазыңыздаршы. Чатта жазбаған кісілер бар ма? Чатқа жазыңыздаршы. Давайте сұрақтарыңыз болса чатқа жазыңыздар. Или әлде сабаққа бұрын тастап үлгермеген кісілер болса, 10 адам толып қойды бізде. Әлде бұрын тастап үлгермеген кісілер болатын болса, онда жазыңыздаршы. Мен әлі бұрын жасамадым деп. Ондай болса мен жауап берейін. Немесе сұрақ болатын болса, әлде сіз көкеңізде сұрақ болатын болса, жазыңыздар. Қарап отырмын. Дәл қазір сізде екі таңдау бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын Instagram деген нәрсе хит болды да. Хит емес кезінде біз әлі керек емес деп ойладық, блогерлер бастады. Қазіргі таңда блогерлер деген, білмеймін, ең мықты, Қазақстандағы ең мықты деген адамдар шығар қазір блогерлер. Тура сол сияқты YouTube-та қазір басталып жатыр. Ертең YouTube-тың деңгейі тура сол сияқты көтеріледі. TikTok та солай көтеріліп кетті, мысалы, көтеріп жатыр. TikTok-тың деңгейі де көтеріп жатыр. YouTube-тың деңгейі де дәл солай көтеріледі. Егер сіз Instagram сияқты дәл осылай көтерілгіңіз келетін болса, дәл қазір бастап, келесі жылдары сіз YouTube-тың мықты маманы, эксперт болып шығасыз. Сіз жалпы қай шешімге келдіңіз, сол туралы айтып кетіңіздер. Чатты ашып қойыңыз, чат ашық тұр. Чатқа жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды, түсінбеген жер болса, түсінбеген жерлеріңізді бәрін жазыңыздар. Мен сабақты қалай өттім? Жаңа бір ақша туралы бірдеңе сұрап еді, соны айтып жазайыншы. Не деді жаңа? Ақшаны қалай шешіп алуға болады деп. Ақша шешіп алатын жер Google AdSense. Google AdSense сол жақта ақшалар. Егер біз монетизация қосамыз ғой, монетизация қосқан кезде біз монетизацияға заявка жібереміз YouTube-қа. Сол жерде 3 түрлі этап бар. Бірінші өзіңіздің келісіміңіз, екінші Google AdSense, банкомат, YouTube-тың банкоматы, ақшаның бары сол жақта жиналып тұрады. Оған сіз данныйларыңызды жазу арқылы, өзіңізге жақын Қазпоштаның индексін жазу арқылы толтырасыз. Ақша ол жақта миллион, миллиард, қанша ақша болса да ол ешкім шешіп ала алмайды. Оны сіз ғана шеше аласыз. Өйткені код сізге ғана келеді, үйіңізге ғана келеді, сізге ғана келеді. Сол кодты жазу арқылы ақшаны сіз ғана шеше аласыз. $100 асқаннан кейін ақшаны шеше беруге болады. Каспи Голд картаны тіркейсіз, способ оплаты дейді. Өте оңай, картаның үстін бассаңыз, ана болады ғой, Каспиге кірсеңіз, айбын шот бейк дегендер, соны жазып қоясыз. KZ деп басылатын. Болды, ешқандай қиын емес. Брон жасадым дейді. Молодец. Менде Каспи жоқ, черныйда дейді. Менде төледім 1000 теңге. Каспи болмағандықтан қатыса алмадым дейді. Гүлмира жібердім VIP сабаққа. Егер қатысқан сабаққа жіберген кісілер, жаңа предоплата жіберем деген жерге чекті жібере салыңыздар, жіберіп қойған шығарсыздар. Табысты көтеру керек. Орысша сабақ бола ма дейді. Мен орысша білмеймін деп айттым ғой, орысша білмеймін. Мен қазақша, орысша сөйлей алмаймын. Орысша ертең үйреніп алайын, орысша айтамын мұнда.
Орысша үйреніп алайықшы. Мен оңтүстікте орысша үйренгім келіп жүр. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Жалпы көп кездесетін сұрақтарға да бір жауап бересіздер. Сіздер сұрақтарыңыз болса, жаза беріңіздер. Жалпы эксперт болатын болсаңыздар, бір саланың маманы болсаңыздар, ол сіздерге пайдасы тема, міндетті түрде пайдасы тиеді. Оған қатысты мен жаңа Мейірман, Айда деген шәкірттерімді айттым. Сол жақтан олар қаншама курс болсын, консультация болсын, товар болсын сату арқылы олар әлдеқайда көп табыстар тауып отыр. Кейін оқысам бола ма дейтін кісілер болса, онда кейін оқысаңыз болатын шығар, енді білмеймін, ол кезде баға дәл осылай болса. Өйткені бізде поток сайын баға өсіп жатыр. Мен өйткені өзіме уверенмін. Мен онлайнда, офлайнда, жеке де любой сабақты ала берем. Мен өзіме уверенмін. Уверен болғаннан кейін мен бағаны көтере берем. Может, ертең 500 мың теңге, миллион теңге болуы мүмкін. Мен сіз миллион теңге табуыңызға мен сенімді болсам, миллион теңге деп айта саламын, мен болды. Сол үшін ол может алдағы уақытта бағасы қымбаттап кетуі мүмкін. Уақытым жетпей қалады ма деп қорқам дейтін кісілер, ол сіздерге сабақ айттым 12 айға дейін, 1 жылға дейін уақыт болмай қалады деп ойлайтын кісілер болады да. Мен әлі қазір уақытым жоқ. Келесі жылдың осы уақытына дейін уақыт бар ғой, 1 жылға дейін қайда әлі? Сол үшін уақыт жоқ деген нәрсе болмайды. Наоборот, уақыт жоқ деген кісі ол ертең вообще сіз бәрібір сол ютубты ойлап жүрсіз да, мысалы қазір ютубқа қараптан қарап кірген жоқсыз ғой, маған қазір қызығып жүрген адамсыз. Сіз бәрібір бұл курсты, бұл сабақты аласыз. Мен болсын, басқа кісі болсын, бәрібір аласыз да. И кімге ұрынатыныңызды білмеймін, енді кімнің нәтижесі қандай екенін білмеймін. Бірақ алдағы уақытта может біріншіден сабақта қымбаттауы мүмкін, кімдерге ұрынуыңызды екенін білмеймін. Жалпы сол үшін дәл қазірден бастап жұмыс жасамасаңыз, сізге кейін ол YouTube деген көтеріліп кетуі мүмкін. Сіз бастаймын деп жүрген кезде Instagram, қазіргі Instagram жаймен де өшіп жатыр ғой, сол сияқты. YouTube-та ертең может кім біледі, сіз көтеріліп кетіп, блогер болып кетіп жүрттің барлығы. Сіз қалып кетуіңіз мүмкін. Ноутбук қатты маңызды емес, телефон болса жеткілікті. Так, сұрақтарға жауап берейік. Так, мына жерде қандай сұрақтар бар басынан бастап. Так, не дейді? Мемлекеттік жұмыстан шаршадым, Гүлмира. Осындай қарапайымдылығынан арылмаңыз жігіттер дейді. Қарапайым жігітпіз ғой, қарапайымыз. Мен пилососым бар, сол мен реклама жасап ақша таба алам ба? Химчистка жасайтын дейді. О, күшті, вообще дерзкий. Химчистка жасайтын. Әдемі ба? Күшті ғой, химчистка жасайтын деген. TikTok-тан да жарас, Instagram-мен де жазасыз, YouTube-пен де жарас. Әдемі нәрсе. Бұл соңында жаңағыдай қызмет ұсынатын жер ғой, эксперттік деген бірінші бағытқа кіретін нәрсе. Соңында қызмет ұсынатындай мүмкіндік бар бұл жерде. Химчисткадан көп ақша табатыным жоқ қазір. Так, жібедім чипчекті дейді. Аха, сабақ әдемі. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Мен де танысқаныма қуаныштымын сіздермен. Табысты көтеру керек. Аха. Сабағыңыз өте жақсы өтті, дауысыңыз анық, үйрететін сабағыңыз да жақсы. Мен тамағым ауырыпты да, тамағым ауырмаса вообще күшті айтамын мен. Қазір тамағым ауырған кезде келіп қалдыңыздар ғой сіздер. Тамағым ауырмаса мен пай дейді, жаңа сол сияқты. Жамила ханым бет жіберіп жатыр. Жалпы соңғы мүмкіндік бір әлде орын алмайған кісілер болатын болса, 10 адам толып қалды бізде. Әлде 10 орын алмайған кісілер болатын болса, бір соңғы мүмкіндік жасап жіберейік, бір 2 орын аша салайық. Давайте бір 2 орын ашайық. 139 мың теңгелік, 249 мың теңге, айына қараңыздар 11.500 теңге. 11.500 теңге. Келесі айға дейін сіз может проекттау боласыз. Келесі айға дейін может сіз 2 күнде 2 аптада жаңа айтқан сияқты монетизация қосып алатын болсаңыз, келесі айдан бастап уже сіз плюста жүрген адамсыз. Көрдіңіз ба? Сол үшін андай бүйтіп жүре бермесеңізші, сол ертең деген нәрсе болмайды, ол ертең деген нәрсе болмайды. Сол үшін жүре беруге болмайды. Біріншіден тәуекел, ол сапалы білімге міндетті түрде жұмыс жасау керек. Бағасы осы, жеке продюсерліктің бағасы осы, брон, чек осы. Осында реквизитке жібересіздер, 1000 теңге предоплатаны жібергеннен кейін 2 адамға орын бар. Маған егер 2 адам толса, сразу біз эфирді аяқтасақ та болатын шығар. Сұрақтар болса, дальше сұрақтар жауап бере берейік. Жаңағы эфирдің соңында менде тегін сабақ не бердім? Тегін чек-лист, екі тегін чек-лист бар, біреуі ниша деген. Сол нишаны алам дейтін болсаңыздар, тегін осы жерге отырған кісілерге айтайын. Маған Инстаграммен ниша деп жазыңыздар. Ниша, N-I-Ш-A. Жаңағы бағыт, тема деп жазсаңыздар, сол тегін чек-листті сіздерге жіберем. Ішіне көресіздер, өздеріңіздің бағыттарыңызды, салаларды таңдасаңыз болады. Бірінші сыйлығым.
Екінші сыйлығым, маған егер YouTube деп жазып жіберсеңіз Инстаграмға YouTube деп жазсаңыз, мен сіздерге YouTube'пен көтерілудің нақты 7 стратегиясы деген менің тағы да чек-дейсім бар. Мынандай жолдарды жүрсең, сен YouTube'ты көтере аласың деген 7 стратегия. Ол үшін маған Instagram мен YouTube деп жазасың. Менің Instagram болса, мынаға жіберіп қоя сал. Instagram Асылжан Қалмен деп шығып тұр, мінекей қараңыздар. Асылжан Қалмен деп жазсаңыздар, менікі шығады. Түсінікті, сұрақтар болса, жауап беріңіз. Сұрақ тағылмаған шығар, өзі бәрі сұраққа жауап беріп жатырық. Емдік жантақ шөбін жинаймын. Тоғжан жүрек жіберіп жатыр. 1000 теңге жібердім дейді. Жібердім, чекті. Сабақ қашан басталады дейді. Сабақты сізге біз чатқа қосылады, куратор өзі жазады. Қай уақытта? Онлайнға қатыстыңыз ба, офлайнға қатыстыңыз ба, жеке сабаққа қатыстыңыз ба, бәрін айтады. Қай сабаққа қатыстыңыз, соның уақыттарын сізге қойып береді. VIP сабағын 12 айға бөліп төлеуге бола ма дейді. Иә, барлығын 12 айға бөліп төлеп отыр ғой. Премиумды, VIP-ті да, басқасында бәрін 12 айға. Жаңағы чекті 1000 теңге, наға 1000 теңге предоплата жіберіп көріңіз. Егер жаңағы рассрочка шықпай жатса, егер кейін оқымайтын деп жатсаңыз, онда қайттан өзіңізге жібереміз. 1000 теңге. Жаңағы 2 адамдық орын бар. Так, сұрақтар болса, YouTube ниша деген кісілер маған неқа жазып жатсыздар ғой сіздер, бұқа жазбасаңыз сіздер Instagramға жазыңыздар, Instagramға. Instagram'da скриндап алсаңыздар тұр ғой, Асылжан Қалмен дегенді скриндап алыңыздар. Маған Instagram'мен жазасыздар, YouTube ниша деген бәрін сояққа жазыңыздар. Так, түсінікті, болды. Эфирді біз аяқтайық онда болса. Так, ешқандай сұрақ қалмаған шығар. Бүгінгі эфиріміз жақсы өтті деген ойдамын. Сәл ғана тамағым ауырған болмаса.